Достар, бүгінгі подкастта біз еріншектіктің табиғатын зерттедік, дұрыс ұйқы, дұрыс жүгіру деген тақырыптарды қозғадық, және осы нәрселерді үйренудегі кітаптың рөлінде атап өттік. Сонымен қатар біз отбасылық өмірді де қозғадық, бала тәрбиесі, жарыңмен қарым-қатынас, оларға көңіл бөлу, қысқасы өмірді тиімді өткізудің жолдарын ұсындық деп ойлаймын. Азамат мырза, ең алғашқы сұрағым осындай болып тұр. Еріншектікті сылтау қылу жалпы қаншалықты еріншектік патология ретінде қарастыру дұрыс па? Оның мысалы бір физикалық алғышарттары бар, немесе психологиялық бала күнінде мынандайды көргеннен кейін еріншек болып кеттім деп сыртқы факторлардан бір сылтау іздеу қаншалықты дұрыс? Және қазір ғылыми деректер соған көмектеспей ма? Аргумент қолдануға. Ақтап алуға ма еріншектікті? Иә, еріншектікті енді өте көп фактор бар, өте көп фактор бар. Оның бірі адамның мінезі. Қалыптасқан бізде фенотип деген нәрсе бар, біздің өткен шағымыз, кішкентай кезіміздегі генмен де келетін бар, біздің ұлтымыздың тарихы бар, менің өзімнің кішкентай кезімнің тарихым бар, мен әке шешемнің берген нәрсесі бар. Соның бәрі қалыптасып келіп, бір қалай айтсам болады, бағдарламалар қалыптасты менің миымда. И соның ішінде ұзақ мерзімді бір жерде отырып жұмыс істеу қиын болуы мүмкін кейбір адамдарға. Енді былай жеңілінен бастасақ, мағынасын түсінбеу деген бар. Не үшін жасап жатырмын? Қазір егер мағынасын түсінбейтін болсам, онда не істеймін мен оны жасап? Деген бар, ол жеңіл түрі. Екінші, зерттейтін болсақ, ана кропотливость деген бір көрсеткіш бар, пятифакторный психотипированиеде. И кропотливость жоғары адамдар бар табиғатынан. Кропотливость төмен адамдар бар. Бірақ бүкіл әлемнің 63% ортада екен. Жалпы бәрінің ортасында да. Орташа болады, өзі де таңдай алады. А кропотливость жоғары адам бір нәрсені ұзақ мерзімде отырып істей алады. И ол оған өте ыңғайлы. Демек, бұл табиғатынан берілген нәрсе ғой, иә? Табиғатынан сөйтіп айтсақ бола ма? Иә, бірақ бұл маған сылтау болып қалмау керек, өйткені мен оны түсіну үшін мен зерттеуім керек. Әйтпесе мен, менікі сондай екен ғой деп бұл маған сылтау болып қалса, ол қашып кеттім мен. Мен өзім зерттеп, өзім тану деген оңай нәрсе емес екен. Табу керек, зерттеу керек, сосын бір тесттер бар, соның нәтижесінде қарап отырып, мен сондай екен, мұндай бөлек. Былай отырып, мен түсіндім не үшін еріншек екенмін. И басқа бір қыры маған бір тоже қызық болған қыры ол мынандай. Бір broken деген бағдарлама бар екен. Метакогнитивное программирование дейді, сол жерде broken деген бағдарлама бар. И broken деген бағдарлама бала кішкентай кезінен өзінің жеткіліксіз екеніне сеніп қалса. Ол айтады, мен бірнәрсе жеткіліксіз сияқты, со мной что-то не то дейді ғой. И ол бала өскеннен кейін де ана іште белгілі бір пайыз тұрады, сен қолынан келмейді ғой дегенше. Бұл ата-анадан беріле ма, жоқ туа біткенде болуы мүмкін ба? Осы сезім. Ата-анадан беріледі, немесе қоғам. Жалпы бүкіл қоршаған нәрсе. Қызық бір фактор оқыдым, мынандай. Сұрайды сұрақты мынандай да, кішкентай балаңыз неге тәтті жақсы көреді дегенше. Мен 2 ұлым бар, ойламаппын да мен, бірақ шынымен бәрі жақсы көреді. Берсең, сағат сайын жей алады да. Бірақ біз не дейміз? Жеме, тісің ауырады, ішің ауырады, бетіңе бір нәрсе шығып кетеді дейміз. Балада мынандай не болады екен. Ол глюкоза оған өте көп керек қазір. Сүйегімен бұл жоғайда тым тез өсіп жатыр. И шынымен де глюкоза көп керек. И оның миы нақты біледі оны. И көп глюкоза сұрайды. И оның білетін глюкоза шоколад қана да. Біз оны есептеп бал берсек, мысалы, бір шай қасық бал бір адамның бір күндік нормасын береді екен. Мен оны білмеймін, мысалы. Мен есеймін, жеме деймін. И бала ойлайды, менің табиғатым, бүкіл денем тәтті қалап тұр. Жеуге болмайды екен. Мына ақылдылар біледі ғой. Жеуге болмайды екен дейді да. И не дейді? Демек, менде бір нәрсе не то ғой дейді да. И мынаған сеніп қалса, сосын тағы да ұрсатын болсаң, сен қолыңнан не келеді, ана бақырайған көзің не көреді деген әңгімелерді айтатын болсаң, сосын жұрттың баласымен салыстыратын болсаң, бұл адамда жаңағы broken бағдарламасы белгілі бір пайызы болуы мүмкін. И ол өскен кезде делік ағылшын тілі курсына барды. И оның ойынша ол сынық қой. Енді ол адамның бір ерекшелігі, ол жүрген жердің бәрінде өзін салыстырып жүреді біреумен. Ана жерде барды, ана жерде бәрі ағылшынша күшті сөйлеп жатыр. Өзінен мықты біреу тауып алады. Оның ойынша бәрі күшті сөйлеп жатыр. Мен ғана ең әлсіз болып тұрмын дейді да. И анау өте ауырда психика, ана жараның бетін тырнай береді. Ақшасын төлеп қойған үшін бір ай барады, бір айдан кейін мен ерініп қалдым дейді да. Мен что-то білмеймін, бастаған ісімді соңына дейін апара алмаймын дейді. Түбінде
бір себебі бар да, мен жайдан жай кетіп қалуым мүмкін емес қой. Шоколад себеп болуы мүмкін дейсіз ғой. Иә, шоколад себеп болуы. Ол қызық бір не болды. Бір күн бір жаққа кетіп бара жатсақ, 5 жастағы кез ол маған айтады, әке сен де шоколад жақсы көретін едің кішкентай кезінде дейді да. Сосын иә десем, дейді андай, сен де жақсы көретін бе? Андай енді әке шеше бала үшін ең үлкен нелер ғой. Сен де сондай тормоз бердің деген сияқты әңгіме ғой. Мен осы сен де дегеннен шығады, мен де балама айтамын да, қараңғыдан қорқады да кейде, қорқып тұрмын дейді да, мен де қорқатынмын деймін да, сен сияқты. Сол кезде сөйтіп таңғалады да, негізі ол айтып отыру маңызды екен. Олар жаңалық ретінде қабылдайды. Қалыпты нәрсе екенін жеткізу керек қой. Менің енді олардың әжесі ғой, менің анам ғой. Папа сен сонда біз секілді кішкентай болғансың ба? Кезінде мынау әже сенің мамаң болған ба дейді ғой. Саған да ұрысқан ба осы памперс кигенсің ба дейді маған. Мен бір нәрсе есіме түсіп кетті. Мен бала кезде ана бізде Көк аспан қара жер деген газеттер болатын да. Әлде журналдар келетін үйге бала кезде. Сол кезде жұлдызнама беретін. Мысалы қой жыл туылғандар, жылғы жыл туылғандардың мінезі, немесе тау ешкі, бағана бикеш деген жұлдызнамаға ие адамдардың бойындағы ортақ қасиет деген да. Сол жерде былай жазып қойған да, мен енді тау ешкімін да. Бұл адамдар дейді, ешкіммен жұмсамаса екен деп тұрады дейді. И мен бұрыннан сөйтіп ойлаймын негізі, мә әке шешемен жұмсамаса екен, даладан отын әкел, көмір әкел, немесе малды айдап кел деп айтпаса екен деп тұратын. Бірақ соң ана кітапты оқыған уақытта жаман қайғырдым ба, бірдеңе болды ма, мені бәрі біледі екен деген сияқты ше. Соны қазір ойлап отырмын да, демек бағана сіз айтқан нәрсе сәйкес келеді екен ғой деймін да. Мен енді туылғаннан кейін сондай мен ешкім жұмсамаса екен деп қалыптасқан жоқпын. Туылғалы бері сондай болып келген сияқтымын негізі ше. Ешкім жұмсамаса екен, өзіммен өзім отырсам екен деген секілді. Оның шынымен әсер болуы мүмкін, иә. Шынымен әсер болуы мүмкін. Ана толқындар бар, біз сенеміз ғой, қазір күннің толқындары бар, иә, магнитті толқындары бар, айдың толқындары бар. Әсер етуі мүмкін. Бір шетінен, ана бір жерден мақала оқыған едім, сен сол күні осындай болады екен деп оқисың ғой. Сеніп қалсаң ше, бізде избирательный не бар ғой, миымызда таңдап көреміз ғой, біз керек нәрсені көреміз, керек емес нәрсені ысырып тастаймыз ғой. Көрмеген сияқты боламыз. И мен ананы ғана таңдап алатын сияқтымын да. Мен еріншекпін ғой, сол үшін деген сияқты. Айтпесе, кішкентай кезде мені малға жібермесінші деген бәрі менде де болды ондай ой. Тыныш қана отыра берейінші деп ше. Адам өзіне керегін таңдап алады ғой сонда, иә. Адам не да? Сенсін, сенбесін белгілі бір мысалы осы типаждар бар ғой. Санмен шығарған болсын, бір ортақ байланыстардың негізінде шығарған бір типаждардың үлгісі бар ғой. Бәрібір біз секілді бізге ұқсайтын адамдар бар да. Мен соны бір студент кезімде байқадым. Оған дейін мен ойлағам, бір менің қасиеттерім, сипаттарым тек менде ғана бар. Уникал. Бір дарамын деп ойлағам. Сөйтсем, дәл мен секілді мысалы қабілеттері, сипаты дәл менікіндей, мінез дәл менікіндей, қызығушылық дәл менікіндей басқа адамдар бар екен да. Сол кезде мен түсіндім, яғни адам енді біз уникальный дейміз, бірақ сонда да бір стандартный бір несі бар ғой, моделі. Ал ары қарай сол модельден ары қарай өрбіп шыққан қасиеттер ғана өзгешеленеді сонда. Иә, табиғат та әсер етеді бізге. Мысалы, тіпті біздің фольклорымыз, мәдениетіміз немізге қараңыз, өлеңдерімізге қараңыз қандай. Бізде жазық дала, атпен шауып келе жатырмыз, и біздің күйлеріміз қандай, и мен өмір асығып жүремін. Жау кеп қалуы мүмкін деген сияқты. Иә, и біздің байқасаңыздар қазір тенденция сол, тез білімді болып кетсем, тез байып кетсем, тез качок болып кетсем деген, тез нетсем деген сияқты. Неге мен өйткен асығыспын? Мен табиғатым сондай. Біздің қыста күрт алады -25 болып кетті алдында, иә. Біз оған дайын болуымыз керек та. Бір теңіздің жағасында тұратын адамды көріңіз. Жайбарақат, иә. Түріктердің музыкасын тыңдаңызшы. Көбісі сондай ғой. Мен жақында қызық бір Малайзияға бір досым барып келді, айтады да, анау не жоқ қой, қыс жоқ қой. Табиғатта күрт өзгеріс жоқ. И маған қатты дейді, ана бір нәрсе нетсең асықпайды аналар дейді да. Ана бір құжат, әжейін бір құжат дейді, соны 3 ай күтіп жүрміз дейді да. Каспийден ала салатын бір құжат дейді. Асықпайды дейді. Сөйтсек, табиғат солай дейді, өйткені ана кісілерде өзгеріс жоқ өмірінде. Асықпайды ол, ертең қыс болып қалуы мүмкін, құрсын қыстық дөңгелегімді тезірек сатып алайын деген ой жоқ ол кісіде ше. Енді иншаллах ар күн істейміз деген ой болуы мүмкін да. Мен бір қайын ағам Африкада да негізі сол жақта жаңағы білім береді. Біз одан сұраймыз да қалай екен дейді да. Сендер ойлайсыз жасыңдар, Африканың барлығы кедей, бұларға көмек көрсету керек деп. Ондай емес дейді да, бұл жақта мүлдем қыс жоқ дейді. Адамдар қысы жазы бір сланциямен, бір шортикпен жүре береді. Банан 4 мезгіл пісіп тұр дейді. Бірақ мезгіл ол жақта, бірақ банан қысы жазы
жыл бойы пісіп тұр дейді. Бұл жақта қыстың қамын жаз ойлау деген тема жоқ дейді. Ертең не болып қалады деп ойлау жоқ, өйткені кез келген уақытта жеміс жидек бәрі пісіп тұр дейді. Сол үшін бұларда ешқандай қор жинамағаннан кейін қатты еңбектенбейді дейді. Біз еңбектенбегеннен кейін әрине үйге ақша келмейді ғой негізінде. Біз сол үшін олар кедей деп ойлаймыз, просто бұларда климат сондай, олар ештеңеге алдын ала дайындалмайды деп айтады да. Сонда климат жалқау қылатын болып тұр ма? Былай ойласақ, мысалы бүкіл дамыған елдер ана табиғат қолайсыз болғаннан кейін соны жеңу үшін амал жоқ дамып кеткен елдер ғой негізі. Мысалы Жапония болсын, амал жоқ дамисың да, амал жоқ мықты көпір саласың, амал жоқ мысалы жерің тар болғаннан кейін басқаларды экспансировать етесің деген секілді. Демек қолайлы жағдай әлсіз адам тудырады деген секілді ана цитаталар бар еді. Негізі Азик, қазақ жалқау деп жатады ғой бізде. Соған келісесіз ба? Және ол сөз қайдан шығуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді әр жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды ғой. Біз қазір осы тақырып қозғап жатырмыз ғой, жалқаулық әдетте айтылатын сөз ғой. Әлде біз анықтаманы дұрыс бермейміз, жалқаулық деген сөзді қолданып аламыз, сөздік қорымыздағы бар сөз. Бәлкім оның түсіндірмесі басқа шығар, бағанағы айтып жатқан фенотип, климат қандай байланыс болуы мүмкін бұған? Иә, қазақ жалқау деген келіспеймін. Келіспегенде былай нәрсе. Қазақ деп айту үшін 20 миллион қазаққа мен айта алуым керек та. Байқаймын, біз кейбір кезде бүйтіп айта аламыз, біз қазақтар кешіге береміз деп ше. Біз қазақтар деген кезде 20 миллион қазақты құшақтап алдым да, мен маған қорқынышты емес та, өйткені 20 миллион бәріміз кешіге береміз ғой, неге паниковать етемін? Мен ғана емеспін ғой деген сияқты. Бұл менің психикама өте тәтті да бұл. Ана мен сипайтшы, азамат, сенде бәрі нормально. Просто сен қазақсың, понимаешь? Жауапкершілікті сырт тастадың. Жауапкершілікті сырт тастадым. Енді сол жерде мен айтсам, мен ше кешіге беремін десем ше, өте ауыр маған. Осы кезде менде өзгеріс пайда болады. Қой, келесі жолы кешікпей қойсын деген сияқты ше. Жалпылама мынандай, алдында да бір кісі айтады, қазіргі мұғалімдер, мен айтамын, қанша мұғаліммен таныссың дейді. Мен білем ғой, қайдан білесің сен? Тіпті мұғалім болмаған кісі ол. Мұғалім емес. Бәрі подкаст жазады деген сияқты. Бәрі подкаст жазады деген, бәрі ақылды деген сияқты. Бәрі деп кімді айтып тұрсың сен? Жақында мынандай әңгіме болды, қазір біздің бір ұйымда айтады да, бізде де ажырасатындар көп болып кетті дейді. Мен айтамын, қанша адам деймін ол? Көп қой дейді. Сен көретін қанша? Үшеу дейді. Вообще көп емес қой деймін да. Сен 20 миллион халықтың ішін айтып жатсың ғой сен деймін да. Үшеу сен білмеймін, статистикада көп болса, мен қарсы емеспін. Бірақ андай сөздерден қашуым керек сияқты андай. Бәрі всегда, сен всегда сөйтіп айтасың деген ше. Всегда деу үшін сол 24 сағат айту керек ол соны деген. Демек бұл бір ақталу жолы болып тұр ғой. Қазақ жалқау дей салу, басқа ұлтта сөйтіп айтылады ғой мысалы. Бәлкім мен ақылды шығармын. Мағынасыз нәрсеге энергиямды құртқым келмейтін шығар. Жалқау деп айта алмаймын ше, өйткені мен ауылда өстім, ауылдағы сыныптастарым бүкіл азаматты көремін ғой ше. Қысы жазы бойы бір қимылдамайды. Мысалы менің өзім мысал келтіремін, біз жылына бір-ақ күн демалатынбыз, даже жарты күн демалатынбыз, ол 22 наурыз күні да, түске дейін қара. Папаға айтамыз, бүгін құлдың өзі еркіндік алған күн ғой, бүгін демалайық та деймін да. Жоқ, есің ана шөп тырмалап уже от жақып салыңдар дейді, ертең арық қазамыз, картошка егеміз деген секілді. Мал бар, поля бар, өріске мал айдау керек, поляға күріш егу керек, үйде мысалы жаңағы мал қора соғасың жыл сайын, кірпіш құясың деген сияқты мүлдем ондай демалыс деген жоқ та. Ол менің ғана емес, ауылда бүкіл балалардың басынан өткен нәрсе да. Тіппен ана күрес секциясына баруға уақытың болмайды да, өйткені жақта қара жұмыс деген бірінің артынан бірі үйіліп тұр негізінде. Енді балалар қалай өткен білмеймін, оларда сонда бірдеңе болған шығар, хотя мұзы төгіп келген шығар. Мынау контексттен қарасақ, Мәкеңнің ауылдағы жағдай деп тұр ғой. Онда мысалы біз енді көреміз ғой, қазіргі Америкада консюмеризм дамып кетті деген сияқты, балалар неде отырады, семіз болып кеткен, хот-дог жейді, жұмыс істемейді. Соларды жалқау деу әділеттірек болатын сияқты да енді. Былай салыстырып қарасақ ше. Қазақ жалқау дегеннен гөрі американец жалқау, анау американец жалқау, өйткені ана жатады, сотка шұқылап, не істеп. Мен осы ауылға қатысты мынаны ойлап отырмын. Мен енді іргеліде өстім, село городского типа дейді. Енді бізде ауыл деп аталғанмен асфальт, мал жоқ ешкімде. Сондықтан бұндай қара жұмыс көп болмайды да, бірақ жаңа сіз айтып жатқан жұмыстың бәрі сырттан навязывать етілген жұмыстар ғой. Мысалы сізге мал шығар дейді, бір тапсырмалар беріледі ғой. Бәлкім сол тапсырмаларды орындап қалған адам кейін өзінің бір мақсатына, мүддесіне орай дәл сол күш-жігерді жұмсай алмай қинала ма деймін да. Жоқ, керісінше сияқты ол, өйткені біз әбден қара жұмысқа ысылдық қой ше.
қалада бір қиындық туса ол қиындықты елемейсің да, өйткені жаңбырдың қардың астында мал баққан кездерім есімде да меніңше. Сол кезде кейде ана буаз қойлар туып қалады да, туған қозысын алып жүресің, өйткені жүре алмайды ғой ол. Сөйтіп таңертең кетесің, кешке бірақ келесің, сондай қиындықты айтқан сен ерік жігерің мықты дамиды да. Қалада кішігірім бір-екі қиындық туса, сен оны тіптен андай мән бермейсің, оны жеңіп кете аласың да, өйткені одан да зорын көргенсің. Ананың қасында мынау түк емес деген нәрсе қалыптасып қалды деп ойлаймын негізінде. Сынбайсың да айтқанда қиындықтарға. И бұл шынымен көп нәрсе берді бізге. Негізі жазық далада жүру, өйткені сенде не жоқ, шекара жоқ. Сен ұзақ ойлай аласың деген сияқты, отырып алысқа қарай аласың. Бұл жоспарлауға да сондай бір әсері бар екен. И маған қазір мынандай күшті ой келіп қалды. Мынау еріншек дегенде қазіргі таңда шынымен баяғыда сіз айтқан сияқты әкеміз бүйтіп түк жұмыс болмаса бүйтетін еді ғой. Ана кірпішті былай қарай тасып тастаңдаршы деп кетіп қалатын еді ғой. Тыныш отыруға болмайды. Физикалық тұрғыдан ерінбейтін сияқтымыз біз. Маған қызық қазір менталды тұрғыда неге ерінемін мен. Мысалы мен адамдар келеді, мен оған тапсырма беремін. Күніне 5 сторис саласың деймін. Сөйлеп жүзіңді көрсетіп деймін. 7 күннен артық саламайды. Бізде сол проблема бар. Бұл қалай бұл? Қалай? Не сияқты оны автобуста мысалы жүрмей жатса, басқа ұлттар ғана нағып жүрмей тұрмыз, айдасыңдаршы, немесе қатты айдап жатса, не мал кетіп баратсың ба, жай айдасайшы дейді. Ал біз қазақтар үндемей отырамыз да. Ана өзіміз көрсетпеуге тырысамыз негізі. Біз қазақтар деген неше адам деп. Автобустағы барлық адам. Біз қазақтар деген неше адам. Шынымен де менталды еріншектік қайдан пайда болады? Ол неден шығарды ойладық қазір. Бізде кезінде ең ақылды адамдардың бәрін репрессиямен құрып тастады ғой негізінде. Біз сол үшін өзімізді ақылды қылып көрсетпеуге тырысатын шығармыз. Байқайсыз ба, әжеміз айтатын еді баяғыда. Ақылды болма деген сияқты ма? Көзің көрінбе деген сияқты. Жұрттың алды болма, көз тиеді, арты болма сөз тиеді. Енді әжем қаламады ма менің мысалы ғалым болуымды, бірақ оның есінде не бар? Біздің атақты зиялылар бар. Қатты ақылды болып кетті, репрессияға ұшырап кетті. Менің әжем, бәріміз кез келген адам, балам аман болсын дейді. Ақылды болмай қойсын, бірақ аман алдымда жүрсінші дейді. Сол тарихта да бар да. Жаңағыдан да бір ойыма келді, тура сәйкес келеді екен да, мына бір не бар, обей деген не бар, бағдарлама бар, жаңа 14 түрлі бағдарлама оқимыз біз. И сол жерде подчинение ғой, мойынсыну ше. Мойынсыну. И бұл бағдарлама былай тырнақшада травма деп алса да болады. И бұл менде орнасып қалған болса, бұл 100%-дан қанша? Біреуде 30% болуы мүмкін, біреуде ерке өскен бала болса, ол еркін, өте еркін. Сізге мойынсынғысы келмейді. Бірақ қатты қатал әке-шешеден өскен бала болса, ол мойынсынып үйренген, И кішкентай кезінде бір кішігірім қарсылық білдірді ма? Саған делік, балам пульт тап берші, әке алып бергім келіп тұрған жоқ десе. Шынымен маған қарсы шықты ма, и шынымен күнә жасады ма, ол негізі жоқ, Заң бойынша да таза, дін бойынша да таза. Бірақ мен өзімді басқарамай айтсам, сен деген маған қарсы шығыстауыңсың ба деп ұрысып тастасам, қысып тастасам, соны бірнеше рет қайталанғаннан кейін баланың бағдарлама былай жазылды. Сенен үлкенірек болса, денесі, дауысы сенен қаттырақ шықса, сосын статусы сенен биігірек болса, айтқанын істей сал дейді. Бұл жаңағы келетін сияқты сіздің айтқаныңызға ше, мен үйреніп қалғам да мен үйреніп қалғам, маған біреу айтса күшті істеймін мен. Шынымен маған айтса күшті істеймін. Енді мен өзім шығып кеттім ғой. Басында андай болды да. Өзің біліп істей алмай қаласың. Мен істеймін деп ше, біреу тауып алғың келеді, қайтадан жұмысқа кіріп кеткің келеді, сондай болады. Кейін мынаны оқыған кезде түсіндім да, бар. Сен барып бәрібір біреуді тауып аласың да. Бағынатын біреуді ме, өзі бағынатын. Америкада оқиға болды, құлдар алғашқы рет өзінің тәуелсіздігін алады ғой негізі. Сөйтіп бәріне еркіндік береді, бірақ еркіндік алғаннан кейін құлдар не істейтінін білмейді да. Қайтып өздерінің қожайына барады да жаңа. Мен басқасын білмеймін өйткені. Ол өте ауыр нәрсе. Мен ойлаймын ғой, еркіндік керек, бүйту керек, сөйту керек деп көп адамдар бар ғой, бір нәрсе бастау керек еді деп жүреді. Стокгольмский синдромда осы типтегі проблема емес па, Адам басқасын білмейді, басқаша өмір сүргісі келмейді деген. Маған өзіме мына мәселе қызықты. Мысалы, сіздің жасыңыз қазір 33-те, Мысалы, соңғы менің былай сырттан бақылағанда, соңғы бір жылда сіздің былай личный брендіңізде қайдымде бір жақсы бір өсім болды, жақсы скачок болды да. Енді былай жақсы качок та болды да. Екеуі де бар. Жоқ, менде мынандай сұрақ тұрады. Қазір сізді көптеген жастар көреді, қызығады. Енді дәл қазір сіз білетін нәрсені, мысалы сіз айтып жүрген нәрсені
азамат 20 жасында қолданса, осы нәтижені сол уақытта қайталауға болатын бе, немесе бәрібір пісу керек пе бұл нәрсе? Қайтсам, мәселе инструменттің мәселесі ме, немесе инструмент плюс уақыт плюс сабыр деген сияқты басқа да әсерлер бар ма? Уақыт факторы үлкен сияқты. Уақыт факторы үлкен, сосын баяғыда бізде ата бабамыз айтатын да көреген бол деп ше. Көп көрген ғой. Көп көрген болу керек деген сияқты ше. Басқа ұлттармен араласып көру, басқа елді көру, басқа жерді көру, насмотренность. Сосын жаңағы нәрселер бір-біріне қосылады. И бір уақыттан келетін сияқты 20 жаста бұны істей алмайтын еді. Көп жасаған білмейді, көпті көрген біледі деген сияқты. Оқып алып, егер де мен 20 жасымда мысалы мен қазір подчинение туралы оқысам ше, айтатын едім, оқымаңдаршы деп ше. Қайда бір бәлен тауып алдыңдар ғой деп ше. Қазір мен 30 жылдық өміріме қарай аламын да, тік мынаның бір мәні бар екен деп ше. Бәрі дәл уақытында болып жатыр деген, иә. Осы Азеке подчинение деген тақырыпты айттыңыз да, бұны сіз отбасы мысалында келтірдіңіз, әкесі, баласы деген сияқты. Бірақ егер тарихи контекстте қарасақ, мынандай да болуы мүмкін ғой, біз отарланған елміз ғой негізі. Мен осыны қазір зерттеп жүрмін осы тақырыпты, яғни бағанадай мынандай бір сөздер бар ғой, құл адам өзіне басқа құл жасап алғысы келеді деген сөз бар да. Яғни бізде біреуді төмендетіп жіберу андай болады ғой қоғамда. Ол баласын құл көріп кетеді, не себебі өзінде сондай құл программасы, құл өзіне құл тапқысы келеді. Сөйтіп мен бағанада біз енді жастармен жұмыс істейміз, кейде мынандай түсініктер бар ғой, мотивация және стимул. Стимул деген ол қорқынышпен істету бір нәрсе. Қамшы. Штраф, тағы не бар? Қысқасы қамшылау арқылы оны істетуге болады. Байқаған шығарсыздар, курс жасаған кезде егер істемесеңдер курстан шығасың, немесе осындай штраф десе, адамдар істеп кетеді. Бірақ негізі еркін адамның тірлігі ол өз еркімен істеу керек еді ғой. Болашақтан, Сонда мен ойлаймын, мен кейде былай енді аудиториямен жұмыс істеп жатқанда естеріне саламын, сіздер еркін адамдарсыздар. Мен қазір сіздерге қорқытып, штрафпен стимул беретін болсам, мен демек сіздерді тырнақшаның ішінде құл көріп тұрмын. Сөйтіп сіздерді бір әрекетке итермелеймін. Бірақ сіздер ұмытпаңыздар, сіздер құл емессіздер ғой, сіздер еркін адамдарсыздар деп айтсам кішкене оянады. Сол кезде ойлаймын да, бұл бәлкім бағанағыдай тарихи жатқан шығар біздің бағанағыдай қамшылауға мұқтаждығымыз. Мейірбек мырзаға айтады ғой, шапалақ беріңізші деген сияқты бір айтады ғой, курстарына қатысатын жігіттер, кәсіпкер. Неге? Демек құл әдетте құл біреудің айдауына көнетін адам ғой. Оған бір қожайын керек, арқасынан қағып давай істе деп. Негізі еркін адам өз істеу керек еді ғой. Мен сондай бір ойлар келіп жатыр да. Ол шынымен бұл айтылған, кәдімгідей айтылған. Мен де ойладым, бір жаңағы империя болған елдер бір тіл біледі, ары кетсе екі тіл біледі. Бір ағылшын, Англияның ағылшынша біледі, болды. Ол қорықпайды, басқа жаққа саяхаттайды, ағылшынша сөйлей береді. Әдетте түріктер түрікше біледі. Басқа тіл өте қиын. Басқа кез келген не болмаған мемлекеттерді қараңыз. Біз туласа екі тіл білеміз. Бұл негіз біздің артықшылығымыз. Енді былай, тарихта жаман жақсы деген әңгіме жоқ, тарих ол болды. Маған ұнаса да, ұнамаса да ол тарих. Болды, сен ештеңе өзгерте алмайсың ғой. Мен тарихым басқа, ана кісілердің тарихы басқа. Мен тарихымда не бар? Ашаршылық бар. Сол үшін маған өте маңызды дастархан толып тұруы. Сол үшін маған өте маңызды менің сөйлесіп отырған адамның қарны тоқ болуы деген сияқты. Басқалар ойламауы да мүмкін. Олардың ойында ондай ой жоқ, сенің қарның аш болуы мүмкін деген. Мүмкін емес та ол. Менде тарихымда ашаршылық бар, менің тарихымда отаршылдық бар, жоңғар шапқыншылығы бар, моңғол шапқыншылығы бар, союздың оқиғасы бар, сондай. И бұл менде бір нәрселер қалыптастырды. Енді мен осыны қарсы шығу емес, қарсы шықсам себебі өзіме қарсы шығып кетемін. Мен осыны икемді деп қолданамын. Өйткені біз шетелде оқыдық, Прагада бізге чех тілін үйрену өте оңай болды. Қазақтар тез үйрене алады. Бір ағылшын, ол кісі үшін анау тіл бар ғой, қиямет ол. Бір түрік, ол кісіге, мысалы біздің жігіттер 4-5 айда сөйлеп кетіп жатса, бір түрік азаматына өте еңбекқор болса 1 жыл керек. Өте еңбекқор болса, ол не? Бұл енді біз 3 түрлі неміз бар, жадымыз бар дейді. Біріншісі гендік жадымыз, мен генім,
ол бәрі есінде жазылған. Мысалы мен жайдан жай қасқырдан қорықпаймын, мен қасқырмен ешқашан төбелескен жоқпын, бірақ менің ата бабаммен бір оқиғалар болған сияқты, и менің генімде бар. Иттен қорықпаймын мысалы, сол шығар. Түнде орманда сен кездестіріп қалсаң, нақты білесің қасқыр екенін. Екінші, мен ұлтымның тарихы бар, ол да менде жазылған, мен соған қарай әрекет етемін, мен жеке тарихым бар. Осы үшеуін қосқанда менің мінезім пайда болды. Бірақ сіз өзіңіз қатыспағансыз ғой, бір қызығы ше, сізге берілген ғой ол. Мысалы анау исламда да тағдыр мәселесін айтады ғой. Бізде енді терең тақырып, ол тағдыр тақырыбына кірмей ақ қояйық, бірақ мынандай нәрсе ғой, кейде сенде таңдау еркі бар, бірақ таңдай алмайтын нәрселерің де өте көп та. Бағана Шыраз айтып жатқан психотиптер мысалы алсақ, психотип, мысалы 16 тип бар деді ғой, MBTI не бойынша, бөлу бойынша. Былайша айтқанда сен өзіңнің кім болатынын таңдаған жоқсың ғой. Саған ол берілді. Бағанағы сіз айтқан факторлармен сен сондай болып келдің дүниеге. Яғни сен енді барлық типологиялық кітаптарда айтатыны өзіңді таны, типіңді таны, сол бойынша өмір сүрсең саған жетістікке жету, өмір сүру жеңілірек болады. Сен ағысқа қарсы жүзбейсің дейді. Сонда қызық, өте қызық нәрсе. Демек адамға былайша айтқанда жазылып қойған деген тема осы жерде да, андай. Тағдыр жазылып қойған, бірақ таңдау еркің бар. Бірақ таңдау еркің болумен қатар мынандай нәрселер де бар да. Сен мысалы, мен білем да өзімді, Мәке екеуміз, біз INFJ'міз ғой, енді MBTI білетіндер түсінеді. Біздің белгілі бір қасиеттеріміз бар, белгілі бір нәрселер жақсырақ істейміз, белгілі бір нәрселерге салып қойса қиналамыз да. Бізге болады ғой саналы түрде, жоқ маған ұнамайды бұл INFJ болғаным, мен мынандай боламын деп істесек, бізге қиын болады да. Демек бір адам кейде өзін, бәлкім адамның ең бірінші мақсаты өзін тану шығар деп ойлаймын да осы тұста. Сол кезде өмір жеңілдейтін сияқты. Сондай бір ой келеді. Бірақ бізде жаңа мәселе, мысалы 3 тарих айттық қой. Гендік тарих, ұлттық тарих және жеке өзінің өмірінің тарихы. Көп адамдар сол 3 тарихтың продуктысы болып қана өтеді. Оны ары қарай өрбітпейді ғой. Мәселе сол да. Адам тұлғасына мысалы айтайықшы, мысалы мына 3 тарихтың пайыздық рөлі қанша пайыз болады? Өзінің ерік жігері қанша пайызды құрайды? Мысалы қазір естуім мүмкін. Азамат мырза осылай айтты. Болды деп па? Үйден осыны көрдім, ұлтым осыны кешті, тарихым мынандай болды. Бізге табиғатты да қосып жіберсе болатын шығар, жертвамын деп тұр ғой. Табиғатты қосып жіберсе. Менің тарихымда бәрі бар ғой. Ахмет Байтұрсыновты ал мысалы. Қазір Эйнштейн, қазақ болған ба? Мен батырларымды ал, Қобыланды батыр кім керек маған, бәрі бар. Билерімді ал, шешендерімді ал. Менде бәрі бар ғой, мен не айтамайтын сияқтымын, отмазка айтамайтын сияқтымын, мен тарихымда жоқ деп ше. Бәрі бар, кім керек? Бай керек па бай? Сәкен Сейфуллин Ресейге жиындарға барған кезде адамдар таң қалады екен, не деген мынау адам осындай сұлу бола ала ма деп, осындай әдемі бола ала ма адам деп ше. Ол кісі мойнына әжім түспесін денесімен бұрылатын болған ғой. Енді ол кісіден сұраса, қазақтар осындай ма десе, мен ең нашарымын ғой деп айтады дейді. Қажымұқан да болған. Мысалы кім сияқты ма, Сәтбаев айтады ғой, Черчилль айтады ғой, сіздер қазақтың бәрі осындай биік бола ма десе, мен ең ішіндегі жаңағы аласасымын деп ше, халқымменен биік деп. Жаңағыдай отмазка айта алмайтын сияқтымын. Өйткені кім керек? Бәрі бар, тарихымда бәрі бар. Еңбекқор ма? Еңбекқор. Білімді ма? Білімді. Жағдай өте ауыр кезде сен білім алуың саған тыйым салынып тұрған кезде сен білім алдың. Саған Құран оқу тыйым салынып тұрған кезде сен Құран оқыдың. Сақтап қалдың дініңді, діліңді деген қазақилығыңды. Бізде мен достарым бар, сол Түркияда, Мысырда дін оқып отқан достарым бар. Сол жерде достарым айтады да, қазақ балалар өте ықыласты, өте зерек дейді, дін білімдерінде. Сол жергілікті жігіттерге қарағанда. Бұл да бір бағанағы генофонд қой, бір әсері бар да бұның. Күшті менталды да менде бір сұрақтар бар сияқты да ше. Мен мысалы маған қазір барып досым келіп, бір тонна көмір түсіріп тастайықшы десе, қатты бір уақытың болса, бір ерінбейсің ғой, жүріп түсіріп тастайық деп. Қазір тіпті біз оған не деп қараймыз? Спорт деп қараймыз ғой. Қар тазалап тастау қазір маған ше спорт ол ше. Ауылға барған кезде әкем тазалап тастайық дейді, әкеттік деймін ғой. Неге мен мысалы тұрақты түрде подкаст түсіре алмаймын? Бір ай түсіремін, 2 ай түсіремін, сонымен апта сайын шығару деген тіпті қиын болып кетеді.
бір уақыттарда мен неге сынып қалам, менің менталды сұрақтарым сияқты ол. Мысалы бір сторис шығардым, мен 2020-да бірінші сторис түсірдім, 300 подписчигім бар, мұғалім болғанмын мен 9 жыл, сол 300 оқушылар шығар. И енді SMM үйрететін мектепте жұмыс істеймін да. И маған кураторлар айтады да, ағай, сіз неге түспейсіз дейді да, сіз де сторис салсаңыз дейді. Осындай бір жиналыс болып жатқанда айтты, қазір салыңызшы ағай деді да. Мен енді бөлім басшысымын, бір нәрсе істеу керек ет болады. Енді қолым дірілдеп тұр да, ана дауысым ұнамайды өзіме, түрім ұнамайды, түсірдім енді. Айттым, қайырлы күн достар, мен Құдай қаласа бүгіннен бастап осылай сторис түсіремін дедім да, бүйтіп бәрін көрсеттім. Ол жақта ханымдар көп жиналыста. Енді қарасам ұнамайды маған, өшіріп тастағым келіп тұр ана ше. Не айтып тұрсың деймін да, қайырлы күн несі қазір таң ғой. Ана не түрің бір андай бір қорқып тұрған сияқты дейді. Бірақ ана бір рет өшіріп тастасам түсініп тұрмын да, болды енді шықпаймын ше. Сонымен баса салма, жіберді. Ештеңе жазған да жоқпын, жібере салдым. И бәрі бүйтпен жібереді ғой негізі. Ең жақын достар ғана бізге критика айта алады бастапқыда. И оны дұрыс аударып алу керек. Ол айтады, маған бір досым жазады, сен де бастадың ба деп ше. Сен де блогер болып кеттің ба деп. И ол мынандай сөз ғой, бауырым, шаба бер деген сөз негізі. Дұрыстап аударып алу керек, ол тілін ше. Бізде кейбір кезде боқтаса да негізі мақтап тұрған сөз ғой. Сол сияқты дұрыс түсіну керек оны. Енді анау нәрселер маған қатты тиіп кетеді. Не үшін қатты тиіп кетеді? Себебі менің белгілі бір пайыз сынықтығым бар. Мен өзім сынық екеніме сеніп қаламын да. Сен де бастадың ба? Не көрдің ба? Мен лайық емеспін ғой деген сияқты. Әркім өзінікін көреді. Негізі сіз сен де бастадың ба деген өзіңізге өзіңіз алдын ала айтып тұрсыз ғой. Бағана просто қайталағаннан кейін келісіп удар болып тұр ғой. Мен ішімде ол бар ғой, ол дауыс бар ғой мен ішімде. Айтып тұр ғой ол. Азамат, сен лайық емессің. Анау соны дәлелдеп қойды. И мен психикам рахаттанды ғой. Енді осыдан қалай шығу керек? Қалай шықтыңыз осы ситуациядан? Сторис түсіре беру керек па, осындай жыртықтарды қалай жамау керек деген сұрақ қой. Практика сияқты, практика. Керісінше нәрсені өзіне дәлелдеу беру керек қой. Дәлелдей беру керек. Пәленбай адам айту мүмкін, рахмет, күшті мотивация алдым бір бәле, бірақ қанды іштің ғой деп жазатындар да бар. Күнде рилс деп. Енді жатайын деп атсақ. Нұрлан Қоянбаев та айтады ғой, ең алғаш студент кезімізде КВН-ға шыққанда ешкім күлмеген дейді, масқара болғанбыз дейді. Қазір мысалы бүкіл Ресейге, бүкіл ТМД-ға танымал болды да. Аузын ашса күле береді дейсің. Мен бағана айттыңыз да, осы қызық тақырып, менталды ма, басқа ма, бізде шынымен де ұзақ мерзімде шабу деген бізде кішкене аздау. Бағанағыдай ше. Ұзақ сторис түсіру, ұзақ бір жобаны жасау, ол бәлкім бағанағы табиғат факторында бір әсері болуы мүмкін шығар. Бағана климат тез ауысады, біз ішіміз тез пысады, бізге үнемі, бәлкім бізге марафоншы емес, спринтер болу керек шығар өмірде. Қазақ халқына сондай ойлар келеді да маған. Бірақ мысалы біз енді кайдзен дейміз, басқа жұрттың қызығамыз ғой, жапондықтардың біз бағана марафоншылдығына сүйсінеміз да. Олар ұзақ істей алады бір нәрсені, жалықпайды мысалы. Тіпті бір каллиграфия бір әріптің өзін бір сағат бойы жазып отыра алады деген сияқты. Бізге бәлкім табиғат факторында ескеру керек шығар, біздің тез ұзақ марафоншы бола алмауымыздың. Әлде бола аламыз ба? Қалай ойлайсыз, біз марафоншы бола аламыз ба осылай? Бола аламыз. Біз шынымен жаңа сіз айтқан сияқты табиғатымыз шынымен күрт өзгеріс қой біздің. Шұғыл континент қой біздің. Бірден суық болып кетеді. -40, +40. -40, +40. Мен шынымен әсері бар сияқты, бірақ дисциплинамен істей аламын, өзгерте аламын. И дисциплина дегенде бір кісілер айтады, 20 күн істедім, түк шыққан жоқ. И бізде ағзамызда липостат деген нәрсе бар, 90 күнде. Біздің ағзамыз солай сенеді. Мысалы, мен қазіргі салмағым 90 күн осылай тұрса, мен ағзам былай айтқанда галочка қояды. Азамат, сен салмағың 89 болды. Енді плюс-минус 1-2 килограмм ойнай аламын. Мен делік 120 килограммын, и мен бір айда 40 килограмм тастадым, мысалға. Ой, супер, жан-жағымдағылардың бәрі мақтайды. Мерседес ұтып алдыңыз спорттан. Супер, күшті болды, күшті болды дейді. Сен анау миыма қойылды, галочка қойылды ғой. Мақсатқа жеттік қой. Не істейміз енді, қиналып дальше. Сонымен ақырында байқатпай астыға кетеміз. Теория финишін черты дейді бұны.
ақырында байқатпай астыға кетемін да, и бір 2-3 айдан кейін қайтадан 120 болып отқан кезде не болып кетті деймін да. Тура сол салмақта егер де мен 90 күн ұстап тұрғанда бәлкім мен қазір мынандай бір ұсыныс айтып жатырмын да адамдарға, андай давай 90 күн істеп көрейік. Сен айтып жатсың ғой мен қолымнан келмейді, маған ұнамайды деп деймін да. 90 күн істе, сосын бір отырып анализ жасайық, маған керек па, керек емес па, менікі ма бұл іс, менікі емес па деген сияқты. Үзбей ғой 90 күн. Иә, 90 күн үзбей дегенде андай нейрон жұмыс істесе болды. Мысалы жүгірем десе, сен күнде жүгіруге болмайды, зиян ағзаға. Негізі спорт кішкене зерттеп кіру керек ше. Өте көп қауіп бар негізі спортта. Жай далаға шығып жүгіре салғанда да біз зиян келтіріп алуымыз мүмкін өзімізге. И соны 90 күн күнде жұмыс істеу деген күн ара ғана жүгіресің. Аптасына рет қой. Бірақ қалай мен 7 күн мен миымда жүгіру нейроны 7 күн жұмыс істесе болды. Ол туралы кітап оқу мүмкін, ол туралы біреумен сөйлесу мүмкін, ол туралы видео көру мүмкін. Көбі тікелей түсініп алады ғой жүгіру деп. Менің ол нейроным бір-бірінің арасында жол қалыптастырып жатыр ғой. 90 күн ана жол қалыптасса бітті, мықты байланыс болады. Бетон жол байта бастайды. Бұл әдет болып кетеді. Демек 90 күн керек қой әдет қалыптасу үшін. 90 күнде де қалыптаспауы мүмкін ба әдет? Және неге? Болды ма сізде ондай кейстер? Бір 90 күн бойы. Менде есімде бір жігітке енді айтып көргем, орысша білмейді. Сосын айттым, түсінбесең де 45 күн бойы мынау орысша кітапты дауыстап оқи бер дедім. Маған қызық болды нәтижесі. Менің теориям бойынша ешқандай ғылыми негізделмеген, қызық болды, сөйлеп кететін шығар деп. Сөйтіп ана жігіт ерінбей 20 минуттан күніге 45 күн бойы орысша кітап оқыған дауыстап. Сөйтіп келді, не болды десем, ешқандай өзгеріс жоқ дейді. Сондай бір қызық нәрсе болды. Әлде ол мән бермеді ма, жоқ. Мен енді ойлағам ғой қазір, енді 45 деген сұмдық қой. Орысша оқи берсе бір нәрсе қалыптасады шығар. Данияр оқы деп айтты деп оқыған шығар мүмкін, үйрену үшін емес. Білмеймін енді, иә. Анда бір зерттеу болатын, ағылшындар жасайды, әр әдеттің ұзақтығы қанша уақытқа созылады деген секілді. Оңай әдеттерден ең қиын әдеттерге әртүрлі адамға береді. Сен күн сайын су ішу әдетін қалыптастыр, сен таңертең ерте тұру әдетін қалыптастыр деген сияқты қиындары бар. Немесе сен күн сайын дәретханадан шыққан уақытта 10 рет отырып тұр деген секілді оңайлары да бар. Сөйтіп бәріне зерттеу жасап, кейін кімде әдет қанша уақытта қалыптасқанын зерттейді. Сонда біреулеріне жаңағы уже 3 апта 21 күн жеткілікті болған, ал кейбіреулеріне уже 250 күнге дейін уақыт қажет болған екен да. Соңында мынадай қорытындыға келіпті да, бұл жерде күннің ұзақтығы емес, сол әдеттің қаншалықты жиі қайталанатынына байланысты әдет қалыптасады деп сондай қорытындыға келген екен да. Яғни анда-санда домбыраны бір шертсең бәрібір күй тарта алмайсың деген секілді. Ал күн сайын уақыт бөліп отырсаң, уже миыңда жаңа сіз айтқан секілді нейрондар қалыптасса, ол кезде жаңағы бір әдеттің қалыптасуы да оңайырақ болады деп сондай бір қорытындыға келген екен да. Бұл жерде эмоция, образ дегендер де маңызды сияқты. Мысалы, егер ол адамның жалпы өзінің қабылдауында, өзінің өмірінде ерте тұратын адам деген образ болмаса, оған әр өзін таңертең ерте тұруға мәжбүрлеуі бір қиындық туғыза беретін сияқты. Мысалы, Азеке, сіз өте бір жарқын мысалсыз. Қанша жыл болды? Қаншадан қаншаға тұрып жүрсіз? Қалай? 8 жыл шамамен 10,5-4,5 арасы. Оған дейін қалай болды? 8 жыл. Оған дейін андай болып ше, андай 8-де ұйықтап қалып, бала шағамды деп садикке кешігіп, жұмысқа кешігіп, ондай кездер болды. Осыны айтып беріңізші, өте қызық. Мысалы, Мәкең екеумізде бір қанша жерден дисциплина, әдет деген тақырып зерттесек те, бізге әлі күнге дейін ерте тұру қиын. Мен анам айтады, сен кішкентай кезде сондай едің дейді. Андай жатпайсың кешке, таңертең садикке әрең тұрасың деген сияқты. Бірақ мен қазір балам бар, ол екінші ұлым, ол ерте тұрып алады, оған тұру оңай. Осы табиғат па, әлде жоқ, қазір біз ақталуға жатқан жоқпыз, бірақ сіз айтыңызшы, қалай осыған жеттіңіз? Қиын емес пе? Бәлкім менің ойымша сізде бір образ пайда болған сияқты, ерте тұратын азамат, және содан бір ләззат алатын сияқтысыз да, ерте тұрудың бір сізге жеңіл ма әлде олай тұру деген секілді. Дәке сұрақты құрастыру барысында ақталып қойды ғой. Білмеймін, енді ақталмайтындай ситуацияға түсіріп қойса ба, мен білмеймін. Мен ойлайтынмын, жоқ, любой адам тұра алады деп ойлайтынмын. Анау жаңағы Робин Шарманың клуб 5 утра дегенді оқып алғанбыз, таңғы 5-те. Сосын мен таңғы 5-те 3 ай біз не жүргізгенбіз, андай жиналамыз спорт залға таңғы 5-те. 90 күн 3 ай. Иә, бір 12 адам басында тіркелді. Таңғы 5-те барамыз, бір спорт залмен келісіп алғанбыз. 15 минут кітап оқимыз, 15 минут жоспар құрамыз, шүкіршілік жазамыз, сосын жарты сағат мен сабақ өтем, сосын 1 сағат тренер келіп бізге тренировка жасатқызады. 3 ай. Қысы жазы, қысқа келіп қалды, қыста келіп қалды, соны бардық.
3 ай 3 адам қалдық. Содан кейін мен ана кезінде курс жасағам, таңғы 6-да өтем, ұйқы курсы. Жігіттер күледі, ерте ояну курсына ұйықтап қалғансың ғой деп. Ол жерде де бір 30 адаммен бастасақ, өзі 6 апталық курс. Соның шамамен 4-ші аптасынан кейін бір 7-8 адам қалады да. Кейін осы жақында мен бір мақала оқыдым Mind Valley'де, и ол бүйтіп айтады, қазір дәлелденген екен. Әлемде 30% адам бар дейді. 30% адам бар. Оған таңғы 5-те ояну оңай, ешқандай зиян жоқ. Болды, жаза бер. 70% адамға таңғы 5-те ояну зиян дейді. Зиян дейді, міне. Уф деген шығар көп адам. Енді будильнигімді ауыстыра берейін. Енді ерте ояну, шынымен тарих қарап отырсам табиғатымнан бар сияқты, өйткені мен кішкентай кезімде ерте оянып ала беретін. Ерте оянып алатын, ауылда тұрамыз. Ерте тұрып аламын да, отырамын, сосын мультик көремін, сабағымды оқимын, сосын пеш қой, енді үйде пеш тұрады, сосын пешке көмірін зақ қоямын, сосын шайнекті қойып, шайнек қайнағанда барып әке-шешемді оятатынмын ше. Сияқтылар екен ғой бізді қинайтын. Заказдарыңыз дайын. Курстар жазып, кітаптар жазып, анау бізде комплекс пайда қылып жатқан сияқтысыздар ғой, сен негізі. Табиғат екен ғой. Комплекс мүлдем болмау керек. Бірақ анықтап алуым керек, мен табиғатым қандай екенін білмеймін мен. Бәлкім мен сондай отбасынан тудым да, бәрі ұйықтай береді, мен солай ойлап қалған шығармын. Оны да көру керек. Енді ерте деген таңғы 5 емес қой, әркімнің өзінің ертесі бар ғой. Әркімнің өзінің ертесі бар. Өткенде Алекс Кролл деген автордың Теория Касты и Ролей деген кітабын оқыдым. Ол жерде сол таптар туралы айтады. Күшті. Төмен тап, орта тап, жоғары тап деген секілді. Және әр тапқа сай сол тапта өмір сүретін адамдардың рөлін сипаттайды. Енді маған қызығы былай да, бізде енді айналамызда адамдарды көріп жатырмыз. Кейбір тақуа адамдар бар. Маған мына дүние қызық емес, қатты жетістік те қызық емес, біреудің мойындауда қызық емес деп, енді азға қанағат ететін адамдар бар. Немесе екіншіден андай успехқа нацеленген адамдар бар. Жетпесем болмайды, қалай болмасын деп. Сіздің аудиторияңызда көбісі сондай шығар, жетпесем болмайды деген, әйтпесе осы күнім шүкір деген адам көбінесе ондай қарай бермейді ғой. Сосын айтайын дегенім, бұл ақталу ма? Мысалы, ана Алекс Кролл айтады, сен қалама жақсы еркін өмір сүргің келсе, барынша таптан жоғары көтерілуге тырысуың керек дейді. Сен өмірді өсу керек дейді. Өсуің керек дейді. Сен мен басқаны басқарғым келмейді, мен көп ақша тапқым келмейді деген емес. Сен өз өміріңді қаншалықты басқарғың келеді деген сұрақ дейді. Сен қаншалықты төмен болсаң, соншалық басқалардың ығымен кетесің дейді. Енді осы мәселе қалай бізде, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы? Адам көтерілу керек па? Немесе адамға қай позиция комфортны болса, сол жерде қала беру. Жалпы төмен позиция комфортны дейтін адамдар бар ғой. Олар шын айта ма? Немесе ақталу ма? Пашыркін. Жоқ, маған қызықты. Мен кейде ойлаймын, адам көрет болмаған соң болмай жатыр екен. Давай мен бұл өзім таңдауым деген позиция ұстанайын деген сияқты. Бір типаждарды өзім елестетемін. Сұрағыңыз мақала ғой кәдімгі. Жоқ, қызық. Бір күні мен бір 10-шы сынып па екен, 8-ші сынып па екен, 9-шы сынып па, 10-шы сынып па сондай. Енді мен нағашы атам молда, ауылда Шымкентте. И ол кісінің үйрететіні бар, несі бар. Сол кезде бір иманға қызығып жүрген кез, оны айтады ғой, бастапқыда иман. Енді намаз оқығанда иманың тірейіп жүреді дейді, сен бәріне айтқың келеді, бауырым бүйтіп істемесейші деген сияқты. Сонда бір периодта бір күні мен мынандай қиналып кеттім сабақтан. ОБТ-ға дайындалып жатырмын ба, немесе ГОС-ға дайындалып, бір нәрсе қиналып кеттім. Жақсы оқимын негізі, 5-ке оқимын. Тұрдым да бір күні айттым ұстазыма, аға дедім, мен сабақты тастаймын дедім. Не оқып қалды дедім. Мен жаратылысымның мәні құлшылық ету болса, не үшін мен мына физиканы оқып жатырмын мен? Мен бәрін тастайын да, мен медресеге барып Құран жаттап жүрейінші аға деймін. Ол кезде таяқ жегем. Жаман таяқ жегем, ол кезде ұруға болатын еді. Неге түсіретін телефон жоқ дейсің? Иә, түсіретін телефон жоқ ол кезде, мүлдем телефон жоқ. Содан кейін түсіндірді, енді қазір де енді бәлкім ол кезде олай түсіндірген шығар, бірақ бізде тәфәккүр деген нәрсе бар. Исламда біз тәфәккүр ете аламыз керек, Алланың жаратылысына таңғала алуымыз керек. Енді мен ше, күн туралы түк білмесем ше, мен тәфәккүр ете алмайтын сияқтымын. Күшті, дәу, ыстық лампочка дейсің ба, не дейсің оған? Сен ана
білмеймін секундына 89.000 тонна гелий бір бәле болады, там 1 миллиметр жақындап кетсе андай болады, мындай болады, осындай. Сен географиядан білсең, сен таң қаласың да, мәссаған деп ше. Сен түнде айға қарап, лампочка, светильник, оның да бір хикметі бар, ана бар деген сияқты. Енді мен физиканы білмесем, химияны білмесем, мен таң қала алмаймын, мен тәфәккүр ете алмаймын. Тауға барып 1 сағат тәфәккүр ету дегенше өте қиын нәрсе. Ол сен ағаш, не деген алып ағаш, машаллах, тау, дәу тау. Білмейсің ғой сен. Плюс оған енді бұл мынау бағыттағы не әңгіме, жаңағы иман болса болды, маған басқа ештеңе керегі жоқ деген. Иманды да мен терең түсіне алмайтын сияқтымын, білемін болмаса. Өйткені әлем мен қаласам да қаламасам да химия. Менің ішім мен қаласам да қаламасам да химия. Олар біздің тоқ ішегімізде 300 миллион түрлі бактерия бар дейді, біздің атын да білмейміз. 300 миллион түрлі ат ойлап табу да қиын шығар. Түр ол, сондай нәрселерді мен зона комфортада отырып, мен Құран жаттай берейін болды деп, сен ода да терең түсіне алмайтын сияқтысың егер білім болмаса. Енді зона комфорта маған өте ыңғайлы. Неге өте ыңғайлы? Өйткені менің миымның тапсырмасы менің амандығым ғана. Былай, бүйтіп айтайын, менің генімнің амандығы, менің генім менде бар, мен баламда бар. Мен қорғаймын. Менің бала шағымда бар, немерелерім деп отырайын, мен сол үшін қорғаймын. Бұл автоматым жазылып қойған. Қаласаң да қаламасаң істейсің оны. Кейбір нәрселер бізде амигдала деген бөлім бар, миымызда білесіздер ғой. Ол жерде защитный механизм бәрі жасалған. Енді мен амигдала жұмыс істеген кезде мен неокортекс өшіп қалады. Неокортекс, префронтальная кора, логика, адамгершілік, оның бәрі өшіп қалады. Мәдениет. И жақында естідім, өтірік айтқан кезде де неокортекс өшіп қалады екен. Негіз табиғатынан неокортекс қарсы да оған ше. Өшіп қалады болды. Өтірікке. Сен ар жақтан жалғай алмай қалуы мүмкін, ана болуы мүмкін, сен өзіңе қарсы шығасың негізі. Өтірік қорқыныш эмоциясынан пайда болады ғой. Қорыққандықтан өтірік айтады ғой. Енді қорқыныш эмоциясы болған кезде мен не істеп жатырмын? Менің ағзам өзін сақтап жатыр, болды. Тік деді да, ми ана өшір деді да. Ұрын немесе қаш деген жауап береді. И мен денемде химия болып жатыр. И мен маған бір потенциал берді ғой. Алла тағала маған бір нәрсе берді, и мен онандай енді барға қанағат ету керек, міндетті түрде. Бірақ маған қызық қай жерге дейін білмейсің ғой, потенциалың қандай екенін білмейсің ғой. Қай жерге дейін маған рұқсат етілген екен. И мен бұны бір кісіден сұрадым, діни тұрғыдан, діни басқармада өте атақты бір кісі, бір жерде кездесіп қалдық, айттым, аға, мынаның несі қайда дедім, шегі қайда ақшаның дедім да. И ол кісі күліп бүйтіп айтты, Азеке деді, біз мына бір 220 вольтты елестетеміз ғой, соны білеміз ғой дейді да. И ойлашы, 220 ол 1% ғана дейді да. Сенің қазір мынаяқта істей алатының, жете алатының 1%, ар жағында 99% бар әлі дейді. Сен жыртылып кетсең де бәлкім 1%-ына жетесің деген сияқты қойды. И маған ұнады. Енді екінші жағынан мен болашақ жоспарлаған кезде андай 100 арман жаз дейміз, қиын жазу. Бірінші жазған кезде қорқып кеттім мен. 17-шіге келген кезде күлдім мен. Қой азамат деп. Қудың ғой деп пе, ана мен ба мынау ма деп 17-ге келген кезде сондай менде қызықты диалог болды өзіммен. Себебі менде болашақты жоспарлауға қатысатын ол гиппокамп бөлігі миымның. Гиппокамп өзінің ішіндегі бар ақпараттан ғана. Мына жерде бір мидың суреті шығып тұрған сияқты. Жанып тұрады, ал жанып тұрады деген. Гиппокамп өзінің ішінде бар ақпараттан ғана, былай айтқанда өзінің ішінде кірпіштерден ғана үй құрастыра алады. Өзінің опытында болған тарихында. Гиппокамп ол мына желкедегі ғой, қателеспесем. Құлақтың үстінде. Құлақтың үстінде ма? Енді ол память қой ол, базадан. Мен болашақты сонымен жоспарлаймын. И ол жерде менде ешқашан көрмеген нәрсем мен үшін өте қатты қорқынышты. И мен айтады, азамат, нормально өмір сүріп жүрсің. Табысың бар, бала шағаң бар. Не істейсің? И мен тұрамын да, мен ағылшынша бір контент жасаймын деген кезде мен айтады, жансың ба дейді. Ертең күледі ғой анау болады, қанша ағылшын ертең сен қай бетіңмен деген сияқты. Мен ұялып қаламын, қорқып қаламын, соны істемей қоямын. Бұл кез келген тақырып болуы мүмкін, ақша тақырыбында болуы мүмкін, спорт тақырыбында болуы мүмкін, денсаулық тақырыбында болуы мүмкін. Мен білмейтін жерімнен қорқамын. Бірақ білмейтін жерде қауіпті деген шарт емес.
негізі мына нәрсені сіз айтқан кейінгі 5 минуттағы нәрсені адам түсініп алғанның өзі ода бір өмірінде жеңіл тудыратын сияқты. сол үшін көп саяхаттау керек деген нәрсе ғой негізі. Жоқ, мына білімнің өзі былай айтып тұр ғой, демек сенің потенциалың, сен өзіңді шектеп жатырсың, біздің тілмен айтқанда ар жағын көрсейші деген сияқты ғой. Көріп көрсей не бар екен деген сияқты бір еркіндік сыйлайтын сияқты да. А саяхат тағы басқалар олар андай бір бекіту үшін сияқты да. Демек бізде былай ғой, бір адам мынау этапта тұрып қалуы мүмкін, бірақ мына нәрсені түсінген адамның өзі ол біліп тұр ғой ойша, ана жақта күштірек, менің күштірек нұсқам бар әлі деп бір қадам жасауына ол көмектесу керек қой. Бұл нәрсе жалпы, бұл түсінік, бұл білім. Иә, анау шектеулер ғой әйтеуір. Мен үшін әлемдегі мен көрген ең үлкен мешіт Астанадағы Әзірет Сұлтан болуы мүмкін. Мәдинаға барасында сенің ана басындағы шектеу быт шығып кетеді да, ана деп қаласың да. Осы тұрғыда зона комфортадан шығу деген тақырыпқа көзқарасыңыз қалай? Біреу айтады зона комфортадан шық, біреу зона комфорттан кеңейт дейді. Жалпы бұл нәрсе керек пе? Керек болса қалай жүзеге асу керек? Өз мысалыңыз болса, мысалы қазір сіз қай зонадан қай комфортты кеңейтейін деп жүрсіз мысалы өміріңізде? Иә, мен шықтым да одан бір рет ауыр болды. Айтыңызшы, қандай мысал? Ол былай болды. Кітап бітті. Біз оны анау алғашқы шықпай жатып предзаказбен сатып көрдік. Ол жерде 2000-нан астам адам сатып алды. Әлі кітап жоқ. Типографияда да енді нетіліп жатыр. И сол шықты, ана 2000 тараттық, енді бір нелер келе бастады, бір кісілер жаза бастады, біреулермен кездестім. Мен олай деп қарамайтынмын, бірақ адамдар басқаша қарайды, автор деп, кітаптың несі, автор деп ше, ол басқаша қарайды. И бұл ақырында маған не бастады. Кейін мен бір мынандай мақсат қойдым, бүкіл Қазақстан қалаларын аралап шығайын, сабағымды өтейін. Маған өте қызық болды. Еріншектіктің бір алдын тапқандай болдым. Мен еріншектің өзімнің енді бәріне сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ мен сияқты адамдарға, мен сияқты ойлайтындарға пайдасы тисін. Еріншектіктің мен ана түбін таптым. Енді оның емі менің сынық емес екенімді өзіме дәлелдеп еді. Сен де қолыңнан келеді дегенше. И сонымен сол мақсатпен шықтық. Шымкентке бардық, Астанаға бардық, Таразға бармадық. Батысқа бардық, Семей, Өскемен, бәріне барып жүрміз. Енді кішігірім былай бір қалай айтсам болады, бір танымалдылық аз мөлшерде болса да пайда бола бастады. И кейін байқадым, апта сайын кетіп қалам, апта сайын бір қалаға кетіп қалам, апта сайын бір қалаға кетіп қалам. И бір күні бір 2 апта Алматыда болып қалдым да, кәдімгідей қайғырып кеттім. Анау үйреніп алғансыз ғой жаңа режимге. Иә, не болып кетті дедім. И жаңа режим маған өте қорқынышты. Неге қорқынышты? Сосын коуч досым бар, Александр деген мұсылман, бірақ кореец досым бар, молодец, тақуа, өте тақуа жігіт. Сол мен бір кездесіп қалдым, қалай жағдай бір нәрсе дейді. Мен айтамын, быт шытып кетті. Не быт шытып кетті? Менше мынау өсуді минусқа кету деп есептеп жатырмын. Неге дейді ғой? Мен айтамын, қара, бір күні дүйсенбі күні ұшып келдім, таңғы 5-те сөйтсем, үйде отопление жоқ. Енді күн суып келе жатқан кез. Неге десем, ана жерде бір су ағып кеткен екен, соны жауып қойған екен. Сонда 2,5 мың теңгенің крайнигін сатып алу керек, адам шақырып істету керек. Спортым жайына қалған болғанда енді аптасына 6 күн еді. Біресе Алматыда болғанда істеймін, сөйтіп салмақ қосыла бастаған. Ана ұйқым менің режим кетті. Енді ары шосын, бері шосын. Режим кетті. И мен айтамын да, мен тайып кеттім деймін да. Өзімнің бір әдемі режимім бар еді. Тайып кеттім деймін ғой. Сол кезде жаңа Александр айтады, азамат, бәлкім бұл сен бір елестетейік дейді, сен бір этаждасың дейді, бірінші этаждасың. Сен өзің қалағанша қойып қойдың. Телевизор ана жерде, сенің төсегің ана жерде, шкафың ана жерде, әдемі қойып қойдың дейді. И сен сол этажда соңғы қанша жыл осы этаждасың дейді. Кіресің, көзіңді жұмып, сен барып тамақ жей аласың, көзіңді жұмып тұрып барып төсегіңді табасың деген сияқты. Сен қазір 2-ші этажға көтерілдің дейді. Сен қаласаң да қаламасаң да 2-ші этаж көтеріл. 2-ші этаж бардақ дейді, әлі сен білмейсің. Әлі сен танымай жатсың, не бар мына жақта? Мына төсек қайда, диван қайда, анау қайда, мынау қайда деп жатсың. Соны реттеп алуға тырыссайшы дейді. Сол кезде бәрі жақсы болады, өйткені 2-ші этаж ол биігірек қой дейді. Сосын ойладым, реттеу керек шығар. Саша мықты мысал айтыпты. Саша мықты мысал айтты. Содан кейін 2-ші этажда реттелді қазір. Бірақ жер сілкінгенде қорқыныштырақ екен деп қойды. Жер сілкінгенде қорқынышты. Жер үй сала береді.
сіздің сөзіңізге қарап сіз еріншектікті защитный рефлекс ретінде көретін сияқтысыз иә. Адам қателесуден қорқады, сосын еріншектік деген позицияны ұстанады. Демек еріншектіктің тағы синоним ретінде сенімсіздік деген қолдануға бола ма? Иә, яғни мен істей алмай қалсам күлкіге қалам, лучше істегім келмейді деп еріншек бола салайын деген сияқты ма? Иә, и шындығында мен күлкіге қалмаймын ғой негізі. Мен солай ойлаймын. Мен жазылған сол ғой, ана тело помнит все деген күшті кітап бар ғой. И мен денем бәрі ұялып қалсам, мен мына жерінде бір нәрсе қалып қойды, шынымен де қалады екен ше. Ол сосын жаңа кейбір адамдар зоб болып жатады, иә, өйткені айта алмайтын нелер. Қазір дәлелденіп жатыр ғой. И мен 3-ші сыныпта өлең айтам, ән күй сабағында. Үш қоңыр деген шынымен болған. Үш қоңыр алатаудың бауырында. Мен негізі даусым әдемі деп ойлайтынмын ғой. Анам айтқан даусың әдемі деп шығып кеткен. Иә, по версии моей мамы деп әлемнің ең әдемі даусы. Ана ескі Қазақстанда өсетін топтың аты екен, үш қоңыр деген. Содан күлді бүкіл сынып. Бүкіл сынып күлді. Білмеймін енді, менің ойымша ол да, иә, білмеймін қанша пайызы күлген. Ұстаз да күлді ғой. Директор да күлді қойды. Енді 3-ші сынып азамат үшін ол үлкен соққы. Енді мен психикама үлкен мөр басылды. Көп адам алдына шықпа, позор боласың деген. Есіңде ма? Сол кезде сен мына жерің қысылып кеткен ғой. Бірақ жағдай ғой, сонда. Бірақ жағдай бүкіл өмірің кетеді. Оған қоса бұл менің есімдегі жағдай ғой, менің есімде емес жағдайлар да бар ғой. Санадағы. Дедіңіз. Иә. Енді мен қазір мысалы тойға тілек айтуға жазсын. Иә, и көп адамдар ең көп өлімнен қорқады, статистика дәлелденген. Екінші сөйлеуден қорқады жұрттың алдында, иә. Тойға шығам, бәрі маған қарап тұрған сияқты ғой, иә. Бәрі оқушылар сияқты кетеді. Маған бүйтіп бәрі бүйтіп не дейді екен, мынау қазір күлеміз деп, шындығында қалай? Ана жерде 300 адам отырса, жігіт жолдаспен кім қарап тұр маған, енді досым қарап тұр, келіншегімен бәлкім, ата-анасы қарап тұр маған, достары ғой деп. И қанша адам қарауы мүмкін? Тамақ жеп жатыр дейсіз. И қанша ол маған сын көзбен қарауы мүмкін? Мынау не айтады екен, негізінде жоқ қой. Бірақ мен психикам не дейді? Азамат 100% сан қарап тұр дейді. Қазір ана жерде бір сөз қате айттың ба, позор. Сен несіне староста болып, сен сыныбың бәрі саған берді ғой микрофонды деген авалдым да, мен сөйлей алмай қалдым. Шындығында олай ма? Шындығында мүлдем олай емес. Бұны енді қалай былай кетірдіңіз десек бола ма, емдедіңіз десе бола ма? Мысалы 3-ші сыныптағы соққыны, музыка кабинетінде алған жарақатыңызды, соққыңызды 10 жылдықта қайтып айттыңыз. Иә. Кейбір нәрселерді кетірдім, кейбір нәрселерді кетіре алмадым. Мен денемдегі сезімін кетірдім. Қалай кетірдім? Өйткені шынымен тұрып қалған. Істемеген нәрсем жоқ. Бір психологқа бардым, ол рахмет оған, негізі пайдасы тиді ше. Бір ірі еркек. Ананың бір методикасы қызық ше. Елестете бастадым. Мына жерін ұстайды да, қол енді менің бетімдей енді. Сіз ірі десеңіз қаншалық ірі деп елестетіп бастап отырмын уже. И мына жерінде өйтіп саусағын тықты да өйтіп. Қысты да мені. Анау жаным шығып бара жатыр мен. Сұрақ сұрап жатыр да маған. Бұл жазылдым деген сөз ба? Сұрақ сұрап жатыр дегенде неше есімдер деп жатыр? Әке шешең туралы сұрап жатыр, бір нәрсе туралы сұрап жатыр. Мен деген деп жатырмын ғой, короче. Адам қашып та құтыла алмайтын сияқтысың. Сосын деген көзімнен жас шығып жатыр. Анау сосын бұл психолог қой, иә? Бұл психолог. Негізі сұрақтар әдемі сұрақтар. Мен басқа жақ деп ойлап қалдым, бүйтіп ұстағанда. Сосын мына жерден ұстады да бүйтіп қысты да. Сонымен бірнеше нүкте, сосын мына жерінде есімде мына нүкте бар ғой. Сол жерге бүйтіп мен жерге жатқызып қойды да бүйтіп жұдырығымен ше басып тұр, бір сұрақтар сұрады. Енді ана жерде қара тер, мен деген жылап жатырмын. Сосын бітті бәрі. Сұрақтарды сұрап жатыр, енді жауап беруге тырысып жатырмын, білмеймін. Соң отырғызып қойды қарама қарсысына. Жеңілдеп қалдым ба дейтін. Мен жеңілдеп қалдым да, бірақ мен түсінбей тұрмын да, анау менің үстімнен түскен үшін жеңілдеп қалдым ба мен? Менің психологиям жеңілдеп қалды ма, білмеймін. Қорқып тұрмын ба, білмей қалдым дейсіз ғой. Жеңілдедім. Аға рахмет, күшті болды, бәрі деп кетіп қалғым келіп тұр ма деп, иә. Содан кейін денедегі нелер шынымен кеткендей болды. Бұрын сезетім, андай түйіліп қалады бір ше. Қазір жоқ. Бірақ мына нәрсе де рас нәрсе. Эмоция бар ғой. И ол мен қаласам да қаламасам жұмыс істейді да. И мен осы жылғы өзіме ашқан, алдыңғы жылғы өзіме ашқан бұл үлкен бір жетістік болды.
эмоция туралы мен мүлдем білмейді екенмін. Бізге тапсырма берді, ана Канадада оқуда тапсырма берді, бір 5 кітап берді эмоция туралы. Оқып көрдім, мәссаған, мынау сондай екен ғой. Атын айта аласыз ба? Біз кітап алып подкастпыз ғой, біз сұрау мүмкін да ол. Қазір есімдегі мысалы Несовершенство деген кітап бар. Біреу, Несовершенство. Сосын Любить то, что есть деген кітап бар. Иә, мен есімдегі. Кейінгілер есімде жоқ, бірақ айтайын кейін. Кейін, құрметті тыңдарман, астына жазып қойсаңыздар болады, иә, басқаларға пайдаңыз тисін. Иә, енді мен сұраймын, бар, мен танитындар біледі, оны офлайн тренинг қатысқандар, сұраймын мен. Эмоция деген не деймін адамдардан? Біз білмейміз. Не екенін білмейміз. Бәрін бүйтеміз, сенің жаңағы ашуланып кетіп бір руың біреуді айқайлап жіберуің бұл эмоция емес, бұл реакция ғой. Сенде ішіңде бір эмоция бар, ашуланып кеттің, реакция сен бір ұрдың. Сенің жылауың дейді, жылау ол реакция, мен қайғырдым бірінші, қайғырғаннан кейін мен жыладым, реакция. Енді реакциямды мен басқара алады екенмін. Сен шешім қабылдайсың, жылайын ба, жыламайын ба, ашуланып кеттің, айқайласайын ба, айқайласпайын ба, шешім қабылдай аламын мен, сабыр етейін ба деген сияқты. Эмоция мен қаласам да қаламасам жұмыс істейді. Алла тағала маған бұны үлкен хикметпен берді. Әр эмоцияның бір сұрағы бар екен менен сұрайтын. Осы жерде деген мысалы қорқыныш эмоциясы азамат мына жерде саған физикалық қауіп бар ма? Жоқ. Эмоциялық қауіп бар ма? Біреу мазақтауы мүмкін ба? Жоқ. Сол кезде сен қалпыңа келесің. Бірақ кез келген сахнаға шыққан кезде алғашқы 1-2 минут мен қорқам. Әлі қорқам. Менің ағзам менен рұқсат сұрамайды. Қорқа берейік па деп. Қорқпа дейсің. Ұяла берейік па? Ұялма дейсің, бір қызарып кеткенсің. Сіз енді бұны жеңе аламын деп ойлайсыз ба? Әлде осылай жалғаса бере ме? Қалай ойлайсыз? Эмоция бәрібір болады. Қорқыныш эмоциясы бәрібір болады. Мен шыққан кезде танысам, кім қай жақтан деймін, Шымкентке барсам айтамын, нағашыларым деймін, бір тректі нетіп алдым, басқа жақтарға барсам өзім бір не тауып аламын. Мысалы ұстаздар болса айтамын, мен ұстаз болғам деймін, көп тіл білетін болсам мен көп тіл білемін деп айтамын, спортсмендер болса мен ММА-ға қатысамын деп айтамын. Сондай нәрселер, ана бір трек тауып аламын да өзімше. Мен де кем емеспін деген ба? Сол жердегі ортамен менің құқығым бар осыны айтуға сіздерге деген сияқты. Әлде былай, свои өзіміз ғой деген. Азеки, бір қызық айтайын ба, жақсы жаңалық. Менде енді жұрттың алдында сөйлеу деген қорқыныш болған, қатты. Бірақ осы былтыр жылдың соңында форум болды Орал қаласында. Ана жерде 800 адам келді. Негізі енді 800 адам деген менің өмірімдегі ең көп аудитория, ең үлкен аудитория болды. Және бір қызығы, егер олар бағана свои болса, бір не оңай ғой. Менің оқырмандарым болса, көбі менің оқырманым емес. Ауыр. Бірақ мен өзім таңғалдым. Ана жерде бірде бір қорқыныш, бірде бір қобалжу болған жоқ. Мен үшін бір үлкен жаңалық болды сол күзде өткен жылдың. Қандай десеңіз, мынау ой мен эмоция бір уақытта бір жерде боламайды екен. Демек, мен бұны қалай жеңдім демек қой, былай істейтін болдым. Мен біліп тұрмын ғой, эмоция жеңіп кететін, өте күші көп екен. Бағана үлкен кісі да ол. Мысал үшін өте. Бірақ қазір мен не кешіп жатырмын деп ойды қосқан кезде эмоция екінші планға түседі екен. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, мен былай үңілем да, мен қазір не сезініп тұрмын деп ойға күш салам. Сол кезде маған анау эмоция бір екінші планға түседі және оңай болады екен. Мен сол әдісті қолдану арқылы мен мысалы өмірімде екі нәрседен қатты қорқамын деп ойлайтын, биіктіктен және жылдамдықтан. Сөйтіп біз анау неде Абу-Дабиде Феррари парк деген бар. Енді Ферраридің имитаторы ғой, былайша айтқанда 240 км жылдамдықпен ашық былай отырасың. Енді жылдамдықтан қорқынышты нәрсе негізі ол. Мен үшін қорқынышты нәрсе болатын. Сосын мен бағанағы теориямды тексеріп көрдім. Отырдым және отырған кезде көбінесе мен қазір не сезініп тұрмын, қандай күйде отырмын деп ойды жұмылдырған кезде анау эмоцияны кешу оңайрақ болды. Бірақ енді эмоцияның бір ләззатын ала алмай қалған шығармын. Бағана адреналинді азырақ алып қалған шығармын, бірақ көмектеседі екен. Мен бұны кімнен естідім ғой бірінші рет. Марғұлан Сейсенбай бар ғой, бір 260 метрден секірді ғой бір. Сол кезде секірген кезде түріне қарасаң бір қорықпайтын сияқты да енді. Немесе анау сөйтсем өзі айтады да, мен сол сәтте не сезініп отқанымды ойлаймын дейді. Сол кезде маған анау сезімді кешу жеңілірек болады дейді да. Ғылымда бар емес осындай, мысалы
мен қобалжып жатырмын, алақаным терлеп жатыр деп айтасың, өзің мойындайсың, және публикада айтасың, мен сіздердің алдыңызда қазір қобалжып тұрмын деген сияқты. Сол кезде арадағы бағанағы толқулар бәрі басылып қалады да, сен олармен досың секілді сөйлесіп кетесің. Мәке, сіздің кейсіңіз бар ғой, өткен жылы айттыңыз ғой, мысалы Мәкеде бағана эмоция айтып жатыр ғой, реакция эмоция. Мысалы біреу не дедіңіз, бір қарсы келсе, бір нәрсе резкий бір нәрсе айтса, конфликт тудырса, Мәкеде мына жерінде бір нәрсе пайда болады, бірден мен табиғатынан өте тез ашуланшақпын. Енді оны өзім қалыптастырған жоқпын, Құдай тағала солай жаратты ғой, енді тез ашуланшақпын да. Біреу келіп мысалы критика айтса, мен қадірлейтін құндылықты бірден андай жерге лайға тастап жіберсе, мен бірден мына жерден толқын пайда болады да, жүрегім қатты соғып кетеді, и сөз мына жерге тіреп қалады, айтайын ба айтпайын ба деген секілді ше. Анам или ұрып тастау керек, или қашу керек деген секілді нәрсе келеді да. Бірақ сабырға шақырып басам, бірақ осы нәрсені жеңе алмай келе жатырмын әлі күнге дейін ше. Мысалы біреу келіп байқамай аяғымы теуіп кетсе, әдейі теуіп кетсе, байқамай теуіп кетсе, ақтап аламын да, мен оны ауырып кеткен шығар, или байқамай шалып кеткен шығар. Әдейі боқтап кетсе, сол кезде бірден көтеріп кетеді да. Көзім мына жерде шекелерім одырайып кетеді, тамырлар деген секілді. Айтып көрген кездер болды ма, шығарып жіберген бағана? Кейбір кездер айтамын, сол кезде дауысым мындай дірілмен шығады да, сол кезде ше. ұра салсаң Қарасайшы көзіңе деген секілді айтатын кездер болады. Бірақ айтқан уақытта өзім өкініп қаламын, өйткені айтқаннан кейін жеңілдемеймін да оны ше. Бірақ бір сондай бір сезім бар. Және бір жаңа сіз сұрақ қойғым келіп жатқан, эмоцияда кітап оқымын дедіңіз ғой. Және эмоцияның ең қызық несі, мысалы бағана сабыр деген нәрсе бар да. Біз енді исламда осындай жағдайға түскен уақытта сабырыңды жұт дейді негізі. Сабырдың ашуыңды жұт, оны ары қарай бүйтіп таратып жібер деген секілді. Ал басқа көп жерде айтады, сондай жерде ішіңдеген бәрін шығарып жібер, өйткені ол ертең ауру болып шығады деген секілді ше. Сондай не істеу керек? Біз көбіне өзіміз оны ақтап аламыз да, короче. Ол бүйтіп айтса, демек басында проблема бар. Сен оны қайта түсін. Ол мүмкін басында қарызы бар шығар, мүмкін отбасы ұрысып берген шығар таңертең, сол үшін айтқан шығар деп көбіне ақтап аламын, сөйтіп басыламын негізінде. Ал ой эмоцияның басты ғой. Иә, ойлап оны негізі ашуланып тұрмын, бірақ ойлап бір кезде сабама түсемін да. Ал көп жерде оны негізінде шығарып тастау керек, айқайлап тастау керек деген секілді айтады да, соны не істеу керек деп. Егер былай маған қызық болды, жаңағы сіз айтқан нәрсе, мен жақында мен бір жерде кездестірдім, дуальная реальность деген екен. Андай сіз ойды да өшіп тастап жатқан жоқсыз, сіз оймен ойлап жатсыз, эмоцияны да қабылдап жатсыз ғой, нормально. Дуальная реальностьта адам более-менее өзін ұстай алады екен да. Егер мен игнор жасасам, жоқ, мен қорқып тұрған жоқпын десем, кеттің, сен өз басқарамайсың деген сияқты. Маған мына сұрақ қызық болды, жаңағы хадис бар, сабырдың ең мықтысы алғашқы соққы болған кезде, кездесіп қалған, күтпей қалған жерден қанша секунд екен дедім, қанша секунд. Кейін жаңағы кітапта мынандай бәрім диаграммалармен көрсеткен. Сіздің кәдімгі адамды несін түсірген, ашуланып тұрған адамда қандай өзгерістер болады, денесінің қай бөлігі қызып тұр, қан қай жақта деген. Қорқып тұрған адам аяққа қанның бәрі 3 секундта сіздің жүрегіңіз былай айтқанда мобилизовать етіп береді, қатты қашуға дайынсыз. Бір қасқырды кездесіп қалыңыз, сіз 4 есе қатты қашасыз, күшті қашасыз. Ол кезде қанның 80% 3 секундта буф деп аяғыңызға кетті. Аяқ мощный. Қорқынышта байқасаңыз, біз балалар төбелескенде өйтіп көрсетеді ғой, не өйтіп ана кеудесін соқтырады. Қорқынышта қан мына бөлікте екен, мынау кеуде, иық, қол. Бір нәрсе істей алуым керек ана жерде, или ұруым керек, или бір нәрсе. Қорқынышта жаңағы аналитический өшті да мише. Менің көзім ғана тұрды, көзім менің объектте ғана. Енді жаңағы химиялық жағын білеміз бәріміз, адреналин, кортизол, норадреналин бөлінеді, аминожиры бөлінеді менің қаныма. Одан кейін мен ашуланамын. Мен денем қазір мобильный, мен денем қазір төбелесе алады. Мобильный, мен анау ударды сезбейсің сол кезде, ашуланып тұрсаң, кейін сезесің, оны ауырмайды ол, сол кезде өйткені өшіп қалды ол. Джо Диспензаның кітабында мынандай айтады, префронтальная кора бар бізде, префронтальная кора логикаға жауап береді. Енді префронтальная кора неғұрлым мықты дамыған болса, соғұрлым сабырлы дейді адам. Аналитикалық несі күшті, логически ойлана алады. Қызық бір эксперимент бар, 1850 жылы ма Америкада бір түрмеде отырған кісілердің префронтальный корасын әдейілеп зақымдайды. Бүйтіп, еще қалай зақымдайды десеңші, бүйтіп көзінің астына скальпель тағады да бір екі рет бүйтіп жіберді болды. Сонда ана зақымдады да, ана кесіп жіберді ғой. Өлмейді адам, бәрі жақсы. Сонымен ол бірақ робот болып қалады. Тым қалауы жоқ, отырады бүйтіп, таңертең. Таңғы ас дегенде бір жолмен барып таңғы асын жейді да қайтып келіп отырады. Түскі ас деген түскі асын жейді да қайтып келіп отырады. Кешке дейін отыра береді осылайша, өйткені қызығушылық жоқ, вообще қызығушылық жоқ, тек выживание қалды.
выживаниеда біз тамақ жеу, ұйықтау, ұрпақ жалғастыру база анаяқта ол мигер жоқ оған. Енді префронтальный корада мәселе 5-7 секундта шешілсе гормон бөлінбейді дейді, сондай теория бар Джо Диспензада. Енді маған алдыма кездесіп қалды бір оқиға, күтпей қалдым, аяқ асты, боқтап жіберді, мысалы қысып кетті біреу, иығым қақып кетті деген сияқты. Бағана сіздің айтқанға да келеді, негізі ол менің де ішінде өзімді кемсітуім ғой, әйтпесе шетелде иығын қақып кетсең адамдар ренжімейді, европеецтер, американецтер ренжімейді. Қарайды, кешірдіп кетіп қаласың. Менде ол ше, абайлап жүрмейсің ба, көріп тұрсың ғой деген сияқты. Шынымен көріп тұрған жоқ шығар ше. И енді префронтальный корда 5-7 секундта енді не істейміз деген сұраққа жауап ала алса, ары қарай бармайды екен. Енді не істейміз? Немесе шынымен бір себебі бар шығар. Мен қысып кетті, әйел босанып жатыр десең ашуланбайсың ғой. Бас братан, бас, қарама ештеңеге, асығып баратсың ғой ауруханаға деп ше, сондайсын несесің. Енді 5-7 секундта шешілмесе, мен не істерімді білмей тұрсам, әлі мен ырсылдап тұрмын. Просто мен сабырлымды айтпесе бар, сен бытшын шығардың мен деп, И сол кезде Джо Диспензаның теориясы бойынша ақпарат миндалинаға барады. Миндалинамен қорғауға, и миндалина қауіп төніп тұр маған. Қауіп төніп тұр. Надпочечникте жаңа гормондар бөлінді. Мен қанымда жүр. Мен қаным айналып жатыр, ішінде жаңағы ашу гормондар тұр. И сен реакциямен сабыр етесің, әрекет етпейсің, бірақ сен физиологиялық тұрғыдан сабырсызсың дәл қазір. Миндалин протан дейсің ғой. Тиісіп жатыр деген сияқты. И теория бойынша шынымен ол гормондарды шығару керек екен. Өйткені ол үлкен гормон. Оны кейінірек шығарса бола ма? Спорт залында? Спорт зал. Сол үшін айтады, ең кем дегенде 2 немесе 3 рет 40 минут қара тер болып спортпен шығарылады ол. Үйіп бір жерге жиналып қалды организмде, соны шығарып тастау керек. Тромб, анау жүрекке барады деген сияқты мәселелер. Бірақ сол сәтте адамды бағанағыдай ислам үйреткендей шығармай қою ол дұрыс нәрсе ғой. Дұрыс нәрсе. Бірақ шығарудың бір кездер болу керек. Оған жеткізбесе, 7 секундқа дейін. И жаңағы кітапта да бүйтіп айтады. Сен префронтальный кораңды дамыту үшін дейді. Қандай жолдар бар енді? Маған егер де осы мықты болса, мен ашуланбайтын болсам, не істеймін дегенсем, бірінші жол ғибадат деп айтады. Мұсылмандарды зерттемеген, бірақ кімді зерттейді? Христиандарды зерттейді, буддистерді зерттейді. Құлшылық жасап жатқанда датчиктер тағып қояды. Құлшылық жасап жатқан кезде префронтальный кора кәдімгідей ләззат алады екен де, кеңейеді, нейрондар нетеді, көбейеді, сондай екен. Фокусқа да жауапты ғой осы жер. Фокусқа да жауапты. Негізі дұға, бағанағыдай кітап оқу болсын, бәрі фокусты күшейтетін нәрселер ғой. Мына жағы мықты болса, сол ғой, адам ұйқысқан болса бірінші осы жақ кетеді ғой. Демек деймін да, тақуалар өздерінің нәпсісін ұстай білген адам ғой. Тақуа болу үшін олар өте көп намаз оққан, өте көп намаз, құлшылықтың аяғын дамытып жүрген, бәрі-бірімен байланысты деген ғой общем. Неде, бірақ мен Форбста бір мақала оқыдым да, осы мектептерде атыс жасайтындар ғой, батыс елдерінде мектептерінде атыс жасайтын оқушылар, жалпы теракт жасайтын адамдар көбінесе пассив агрессияны бастан кешіретіндер дейді. Яғни әдетте жиналған ғой, мысалы ана иығын қақса төбелесіп кететін адамдар былай қатты қауіпті емес, шығарып тастаған ғой. Одан кейін байқасаңыздар, сөйтіп ерегісіп кететін адамдар кейін ашық жарқын болып жүре береді да. Ал ең қауіптісі жаңағы пассив агрессия, яғни жаңағы іштен қан қызып тұр, үндемей қоя салады, ол жиналып кейін бір іште бір қайтсам болды, бір жаман нәрсеге айналып кете ме, ұласып кете ме деген сияқты. Енді бұл жерде демек дін ғана ма? Фильтр қалай? Діннің мен ойымша бұл жерде рөлі мынандай да. Дін не үшін деген сұраққа өте күшті жауаптар бере алады. Былай ғой, мен 2010 жылы есімде Шамиль Алядиновтың «Триллионер думает» деген бір кітабы бар, енді ішіне біраз мақалалардың сілтемелерін салған. Мен үшін ең өмірімдегі үлкен жаңалықтың бірі мынандай болды да, ой эмоция тудыра алады деген. Мен бұрын ойлайтынмын, эмоция өзімен өзі келіп жатқан нәрселер, және сен ештеңе істей алмайсың оған деп. Сосын мынандай бір мысал келтіреді ғой, сені бір сатып кеткен, лақтырып кеткен сондай бір адамды еске алшы дейді. Еске алсаң бір қаның қызып, бір ашулана бастайсың да, сол кезде айтады, мына эмоция не тудырды дейді. Ой ғой тудырған. Ол адам өзі жоқ қой қазір. Бірақ еске алған кезде сенде бір гормондар бөлініп, бір өзгерістер, эмоционалдық өзгерістер болады да. Мен үшін үлкен бір не болды, жаңалық. Демек, мен ойымды басқарсам, эмоциямды да басқарылады екен, өйткені барлық емес, бірақ кейбір эмоцияны ой тудырады да. Сол кезде мен былай түсіндім, бағана айтып жатсыз ғой, эмоция реакция деп ше. Біз мысалы бағана Мәкең айтып отыр ғой, мысалы мен біреу қағып кетті, және мен қазір бұған қайтармауым керек жауап,
дегенде не үшін деген сұрақта дінде варианттар көп қой. Ашуын жұтқан осындай әдемі, немесе анау бір сүре бар ғой, рахманның құлдары, олар жер бетінде кішірейіп жүреді, және оған андай надандар келіп бір жаман сөз балағат айтса, оларға жақсы сәлем деп кетіп қалады дейді да. Анау бір рахманның құлы деген образ ұнайды саған. Сол кезде анау дәл сол сәтте менде сондай болды да, просто жағдай. Анау біреу боқтап кетті да енді машинамен. Сөйтіп анау мен қазір не үшін бұған эмоциямды шығармауым керек, не үшін мен қазір салқынғанды сабырлы болуым керек деген сұрақтар кетеді ғой. Сосын ана дік бағана аят есіме түсіп кетті. Сосын бәлкім енді ауру шығар деген. Маған кейде мынандай көмектеседі. Мысалы біреу психбольницадан біреу шығып келіп сені ұрса, немесе боқтаса, сен оған ештеңе істемейсің ғой. Деп түсініп отыра бересің. Дәл солай қабылдасам, маған ана кісіні ашулану жоқ сезім, эмоция жоқ. Алматының жартысы псих деп қосыңызшы. Сонда маған қызығы анау бір бұлшық ет сияқты да, бұл ана реакцияны да шынықтыру керек сияқты да. Мысалы әр ситуацияға не үшін деген сұрақ саған мына жер ғой, ол мына жақ қой, жауапты не үшін. Түк келді, не үшін, мен қазір не үшін күлуім керек, не үшін деген жауаптар болса, мынау эмоцияны да басқару оңай болатын сияқты. Бағанағы 800 адамның алдында сөйлеуге маған жеңілдік берген не үшін деген сұрақ болды. Мен былай, не үшін мен қазір мына жерге шығып тұрмын деп сұрақ қойдым да. Көп варианттардың біреуі келді енді. Біздің миссиямыз Қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру. Мен қазір 800 адамның алдында осы миссиямды орындау үшін келдім Орал қаласына деген кезде түсіндім не үшін келдім. Анау не үшін деген сұрақ маған эмоцияны басуға жеткілікті болды да. Сол үшін шынықтыру керек сияқты бұны, реакцияны ше. Мен сол жаңа сахна шаршы топтың алдында сөйлеу қорқынышымды қалай жеңгенім бір кейсін қысқаша айтып кетейін. Өте қызық болды. Басында мен сол аяғым дірілдейді және алақаным терлейтін. Бізде СУ-да актив зал бар, 500 адам, 514 адамдай сияқты. Сол жерде бір концертте сөзімді ұмытып қалғам сөйлейтін кезде микрофонды алып. Сосын сөзімді қалдым, бір өтті, енді бір түрлі жаман күй кештім. Екіншісінде, екінші сөз сөйлейтін кезде, келесі бір басқа шарада былай дайындалдым. Егер сахнада мен тұрсам, демек мен сол жерде тұруға лайықпын. Егер көрерменнің арасында отқан адам менің орныма шыға алатын болса, шығатын еді. Ана жерде отырып күлгеннің түк пайдасы жоқ деп өзіме солай не істедім. Ойлар ғой, иә? Иә. Эмоцияны басты ғой. Сосын демек ойладым да, ана жерде мысалы 501 адам отырмыз да, номер 1 менмін. Демек қандай вариант болса да бұл сахнада менен асырып сөйлейтін адам жоқ деген. Сондай бір эмоциональный немен кешетін болдым. Тәкаппарлық емес па? Жоқ, енді бұл тактика. Сосын менде бір сұрақ бар еді. Мысалы менің жұбайым, сіздің жұбайыңызға подписан да. Сізге де подписан. Сол маған айтады, мысалы жексенбі күні кофе ішуге, мысалы оңаша кофе ішуге барады деп, сөйтіп айтады да. Маған қызық, енді айтам, мен үлкен кісі ғой, барады да деймін да. Бізде қазір 10 айлық баламен қалай барасың деп елестейді. Енді сұрайын, мысалы енді түрлі тақырыпты айттық қой, жаңа жеке гармония, жеке мәселе. Осы отбасы мәселесі жаңа гармония бірден келді ма? Сіз айттыңыз, мысалы 20 жастағы азаматқа қазір білетін инструменттерді берсем де нәтиже тез болмайтын еді дедіңіз. Ал отбасыға қатысты кеңестерші? Енді басында қазіргі білетініңізді берсеңіз бірден жақсарып кететін бе еді, қалай? Жоқ, ол жақта уже не көп қой, мен енді үйлендім жаңағы анау. Жаңағы 10 жылдан асты ғой, 2013-те үйлендім. Енді былай, үйдің еркегім деген ой бар. Сосын жаңағы андай кітаптарды оқығам ғой, мен исламдағы жаңағы отбасы нәрселердің салыстырып көрсеңіз. Әйел үндемейтін кітаптар ма? Әйел үндемейтін. Алланың разылығы, күйеудің разылығы деген ғой. Сол контенттегі кітаптар ғой. Анау үйінден рұқсат шығып кетсе періштелер лағнет айтады деген, сенің рұқсатыңсыз бүйтсе тіпті нәпіл ораза ұстай алмайды деген өтірік емес, рас қой. Бірақ одан бөлек хадистер де бар да, ана кітаптар ана жинаған адамның бір несі сияқтанушы. Кейбір кітаптар енді. Содан кейін кейбір сол кезде көкжиек деген баспа болады, ол жақтан көресің, жаңағы даналық ойдан дән ізде деген кітаптың ішінде бір бөлім бар, үйлену туралы. Ол жерде бір жұмсақта, ол жерде пайғамбарымыздың андай хадистер, мысалы көмектескендігі туралы, үй жинауға көмектескендігі туралы. Енді ана жақта бір ана қазақ еркек қарайсың, ана кітап саған бір. Содан кейін мен ойлаймын бір 6 ай, 8 ай
алғашқыда біздің қазақтың ханымдары, алла разы болсын, сабырлы ғой, 6 ай 8 ай сабыр ету керек сияқты. Содан кейін кім сабыр ету керек десең? ханым сабыр ету керек. ары қарай үйреніп кетеді деп қойсаң. Одан кейін бізде уже ақырындап Көнесің. Көнбейсің, бірақ Орта жол табасыз. орта жол табасың, и уже гармония саған маңызды болады. Ана жерде мен айттым болды деген сияқты. Менің келіншегімнің балыққа аллергиясы бар екен. Жақсы көрмейді екен. Ал сіз балық жақсы көресіз? Мен өте қатты балық жақсы көремін. Мен үйленемін да, тұрамын да, балық алып келемін, ол барып, есімде Сарыарқа базарынан. 1-2 ай болған. Ол айтады, аллергиям бар дейді. Мен айтамын, сен нетіп тұрсың, тазаламау үшін деймін да. Келем бір кезде кетіп қалдым, жұмысқа кеттім, кешке келсем, балық пісіп тұр. Бір кезде келіншегім ауырып отыр, кәдімгідей ауырып қалған, температурасы көтеріліп кеткен. Не болып қалды? Мен балықтан дейді. Мен айтамын да, енді бұл тирания негізі. Бұны мойындау ауыр негізі. Кейін бір отырыста сыныптастарымызбен көп жиналамыз, сосын отбасымен жиналамыз. Енді ханымдар өздері әңгімелеседі, сөйтсе айтады екен, азаматтың келіншегі болу саған күшті шығар деп. Енді қазіргі азаматты көріп тұр олар. Азаматтың келіншегі болу күшті шығар деп айтты дейді да. Сен не дедің десем, сен тұрып көрсеңдерші деп айттым дейді. Енді ол жақтардан бір уақыт өтті, менде мынандай бір жоспар пайда болды. Бөлуге тырыстым өмірімнің бөліктерін. Менің жеке тұлға ретінде руханиятым бар, может білім бар, иман бар, ол тақырыптан не істеймін, қашан уақыт бөлемін. Денсаулығым бар, оған қашан уақыт бөлемін, ол жерде не істеймін, финанс бар, ол жерде қалай уақыт бөлемін, оған не істеймін деген сияқты. И сол жерде отбасы деген бөлікке қызық болды, не істеймін деп ше. И бұрын екеуміз ғана бар кезде оңай еді, киноға бара саласың, шай іше саласың деген сияқты. Кейін балалар пайда болды. Енді мынандай нелерді оқыдым да, әр баланың өзінің бір сенен бір әңгімелескісі келеді, неткісі келеді деген сияқты. И міндетті түрде келіншегіңде сенімен жеке уақыт өте маңызды, өте маңызды. И мен бөліп қойдым. Бір ыңғайын тауып, әдетте біз отбасымызбен ерте ойнамыз ғой. И жексенбі күні, мысалы менің сағат 11-ге дейін, мен жексенбі күнде жұмыс істеймін, негізі офиста отырамын, өйткені нем бар, сабақтарым бар. Сағат 11-ге дейін бізде 4-5 сағатым бар менің. Сағат ерте, мен онсыз да ерте оянып алдым, сосын бір сағат 6:30-дарда үйде тіршілік басталады. Содан кейін біз кетіп қаламыз да, таңғы асқа барамыз. Сосын бұл жерде тағы бір үлкен фактор бар, мен әке-шешем есікте тұрады. Олар немересін көбіне, 100% емес, бірақ көбіне жұма күні кешке алып кетеді есікке. Біз екеуміз ғана қаламыз. Осыны айтсам болады. Бұл факторлар бар да. Айту керек, содан кейін уақыт бөлеміз. Сіз негізі осы үшін шақырдық деп. Осы бөлігін алып. Содан кейін жеке уақыт бөлу керек деген жоспар бар. И аптасына 1 рет болса да жеке уақыт бар. Болу керек сияқты бәріне. 1 рет аз емес па? Аз. Аз. Өйткені біз ана бір бүйтіп мазақтаймын ғой, әлемді құтқарып жатырмыз, пока отбасы күте тұрыңдар деп деген сияқты. Бүкіл ыңғай келген кезде нету керек сияқты. Сізде бір андай кінә сезімі болмай ма, балаларыңыздың алдында ма, аз көңіл бөліп қалдым деген сияқты сондай бола ма? Мысалы түсінемін, өте белсенді өмір режимінде балаларыма аз көңіл бөліп жатырмын деп бір өзіңізді бір кінәлі сезіну бола ма, және оны қалай шығасыз деген сияқты? Болатын. Сосын жоспарлы түрде ұлдарыма жеке уақытым бар. Еркектер күні деген бар. Бір ұлыммен кетеміз, тек қана еркектер болады деген сияқты. Бөліп қойдым, одан кейін кінәлі сезінбеймін. Сосын кешкі уақытымды көбіне босатпауға тырысамын. Тіпті бір маңызды жиынға шақырған еді, мен кешім ғана бар да, үйде ше. Таңғы 6:45-те кетіп қаламын үйден. Күнде. Кешіме тиіспеңіздерші дедім. Маған бір осы тұрғыда бір жауап болғаны, Асхат Абжановты білесіз ғой. Сол кісі айтады да, енді әкелерде көбінесе өзінің кінәлі сезім болуы мүмкін. Әсіресе көп еңбек ететін, жұмыс істейтін. Сонда айтады да, маған ол жауап болды, жақсы жауап болды. Ол айтады, негізі балаңмен өткізген уақытыңнан гөрі сол уақыттың сапасы маңызды дейді да. Мысалы сен оның жанында бір күн өткізу мүмкін, бірақ ойың басқа жақта телефонмен бағанағыдай, бірақ жарты сағат ештеңеге назар аудармай беріліп тұрып күніге 1 рет ойнағаның ол әлде қайда артық дейді. Яғни баламен өткізген уақыттың санынан гөрі сапасы маңызды деді да. Сол маған бір жақсы бір не болды, жауап болды осы тұрғыда. 20 минут деген теория мен де естігем. 20 минут. 20 минут андай.
мысалы бүйтіп көзбе көз балаңмен көзбе көз и соның дәрежесінде иә мысалы тұрып емес деген сияқты отырдың ол да отыр деген сияқты сөйтіп ойнады тіпті дейді телевизорға бүйтіп бір алаңдап қайтып қарасаң нөлден баста дейді ана 20 минут тек қана сенімен бұл кәдімгі ғылыми дәлелденген бір иә сондай деді маған бір кісі түсіндірді отбасы психолог кейін мен істеп көрдім басында сол бұрынғы кезде мұғаліммін ғой и басында жеткіліксіз болды сосын маған қызық болды не өтірік болды мынау деп ше өйткені балам тоймайды да мен анау 1 сағат күресіп жатырмын анаумен мен деген қара тер шаршап кеткенмін ана әлі секіріп тұрмын төсектің үстіне папа давай деп ше сөйтсем ана хронический внимание жетпей қалған болса белгілі бір уақыт керек толу керек ана компенсация болып жатыр компенсация болып жатыр сосын қызық болды шынымен былай болды ше ойнап отырмыз екеуміз залда машиналармен ойнап отыр едік бір кезде бір шамамен 20 минут енді нақты есептеп отқан жоқпын шамамен 20 минуттан кейін тұрды деді деп бөлмесіне кетіп қалды болды өзі айтады иә толған кезде папа керек жоқ дальше заправка бітті дейсіз ғой бірақ хронический болса да қиын ол негізі иә хронический бала оны сездіреді бірақ мен анандай сендер үшін жұмыс істеп жатырмын ғой деп ақтай алмайсың негізі өзіңді болмайды мен 30 минут деп ойлап жүрмін ғой күніге мен қазір мынандай болып кеткенмін сізде ондай бола ма мысалы мен сізді дисциплинасы мықты сондайсыз ба волевой адам деп қабылдаймын да иә келіссеңіз де болады дейсіз негізі ол күшті нәрсе емес бірақ иә мен мысалы мынандай жаман ба жақсы ма білмеймін мен қазір ештеңені жүйесіз мақсатсыз жасай алмай қалғаным сонша мен тіпті баламен уақыт өткізуді былай істеймін ғой күніге 30 минут деп қоямын иә сосын менде бір не бар А.0 Б.900 минут қой енді 30 күн бойы 30 минуттан бірге өткізсем ол бір жерде галочка болып тұру керек андай енді бұны мен түсінемін бұл менің бір сондай бір ерекшелігім ба сондай бірақ үлгі алатын нәрсе емес шығар бірақ былай жай әшейін істеу деген жоқ та менде түсіндіре алдым ба сізде бола ма ондай жұмыс ретінде істеп жатырсыз иә сонда ол жұмыс деп бір психолог ағамыз айтып еді ғой біз үйге келген кезде жұмысқа келе жатырмыз деп ойласақ бізге әйеліміздің арадағы қарым қатынас баламен қарым қатынасқа жұмыс істеу жеңілірек болады ал егер үйге демалам деп келсең анау әйелің сұрайды балаң сұрайды олар как будто сенің анау тынышыңды алып жатқан сияқты демалысыңды бұзып жатқан сияқты болып қалады да настройға байланысты да сөйтіп жұмыс деп қарасам үйге келемін енді жарты сағат қой ол тез өтіп кетеді кәдімгідей таймерді қосып қойып андай сосын балам әлі 5 минутың бар деп жоқ бағанадай жақсы инсайт болды неге қарамау деген тіпті телевизорға қарамау былай деңгейінде сөйтіп өткізсем білмеймін ол маған бір мақсатқа жету ғой бастысы маған солай жеңілірек екен бірақ жайдан жай как будто бір шаршап кететін сияқтымын да сізде бола ма ондай болмай ма иә ол и дисциплинированный адамдар бұны бәрінен талап ете алмаймыз иә бірақ ол күшті маған да мысалы мен анау иә бір негізі біліп тұрмын иә бүгін бірде пәленшемен кездесетінімді оны жазудың да керегі жоқ қой жоспарға өйткені мен күнімді солай құрастырып қоямын бірақ мен оны жазамын иә бәрін жазамын өйткені маған ананы сызып тастау кешке қарай бызт деп маған бір ананың бір мәні бар сияқты да күнімнің мәні бар мәнсіз іспен айналысқың келмейді ғой иә бір мән жасап аласың да 900 минут деп жасайсың да жетістігің сенің иә и ол жерде дофамин бар сен тыңқ дегіздің ғой все миыңды дофамин бөлді сен екінші рет істегің келеді уже иә и сен бақыт сезіндің менде керісінше хаоста менде дисциплина вообще галоп бойынша 33 короче мен ешқашан ештеңе жоспарлап істеймін бірақ андай тура күн сайын консистенси деген өте 34 вообще мен консистенси мен енді қыздарым кез келген уақытта келсе бірақ мен маңызды жұмысым бар тастаймын да арттарынан барамын өйткені ойлаймын ертең өсіп кетеді қыз деген уже ертең 12 келген уақытта уже балиғат жасына толып болады мысалы ертең олар жеке өмір пайда болады әкесімен қатты ойнауға құмарт болуы мүмкін мен қазір олармен ойнап алуым керек деймін да қазір жақсы біреуі 4-те біреуі 6-да шақырып тұрған папа сурет салайық дейді кітапты комиксті оқып бер дейді кейде ұйықтап бара жатсаң сен бүгін дұға оқымадың дейді да сосын барып дұға оқып беремін жаңағы фалақ нас оқып бересің ғой беттен сипап дем салып деген секілді соның бәрін істеймін өйткені ертең өсіп кетсе менімен ойнамай қояды деген нәрсе бар да менде енді ойнайды бірақ дәл қазіргідей бүкіл фокусым вниманиясын бәрін беріп ойнамайды деп ше қазір менің кеңес сұрайды қалай саламын деп сұрайды менің жаңағы ойымды сұрайды өзінің ойларын айтады деген секілді қазір олармен ойнау қызық та мен сол құндылықты қазір жібере алмаймын кейін өкініп жүрмейін деп сөйтіп істеп жүрмін және өзіме де қызық болады да күшті ғой енді сізде жазылмады бірақ сіз артығымен істеп жатқан болуыңыз мүмкін бұл дисциплина подход қой енді иә әркім қалай ыңғайлы жолымен бір мақсатқа жетіп жатырмыз ғой екеуміз де деген сияқты негізінде ана бір дисциплинасы тым биік адамдар біз сияқтылар статистика бойынша енді алланың жазған уақыты ғой ол жерде иә бірақ статистика бойынша олар азырақ өмір сүру ықтималы көп екен
неге өйткені ана жерге галочка қою үшін бұл өзіне қарсы шыға алады екен да. Ана ше ұйықтай алмай қоя салады да, бүгін ұйықтамаймын деп ше, мынау біткенше деп ше. Екеуі де мынау жақсы мынау жаман деген әңгіме жоқ. Екеуі де қалай бар солай бар. Жаңа қыз мәселесінде күшті айттыңыз, ана есіме түсіп кетті, әсіресе қыз балаға әкесінің вниманиесі асыра берілу керек дейді ше. Андай тойған болу керек ол кісі, өйткені қазір ол кісінің өмірінде жалғыз ер адамсыз сіз. Сізден прототип көреді. Ертең ол көрген нәрсесін талап ете алады. И әкесінің жаңағы назарына тойған қыз басқа назарға мұқтаж болмайды екен. Бұл ересек жасқа келгенде суық қанды таңдайды екен да, жарынша. Анда емес эмоцияға бермейді. Ана көзіне қарап, осы кісі маған беретін ана эмоцияны деп ойлап қалмайды. Уже суық қанды отырып, екеуміз өмірімізді бірге жалғастыруға қалай қарайсың деген әңгіме болады уже. Сәйкес келеміз деген сияқты. Өйткені бір Шымкентте TEDx болды, соған қатыстым, сол жақта бір ханым сөйледі. Ана кішкентай кезінде әкесі за рулем, әкесінің туған ағасы, бұл үш қыз үшеуге келеді. Ана ағасының қызы. Жол апатына түсіп қалады да, ағасының қызы қайтыс болып кетеді артта. Әкесі өзінің кінәлі сезініп, өзінің қызын беріп жібереді ағасына. Ана үйде бірақ онсыз да 6 бала бар екен. Мына 7-ші болып барады. И бұл кісі өзін не сезінеді шанда, енді жаман оқиғадан кейін келіп тұр. Бұны қалап тұрған ешкім жоқ деген сияқты. Кейін өте көп нелерін айтып береді андай. Мысалы студент болдым дейді да, қарадым, маған әрбір жымиып қараған еркектің көзі ана әкемнің бір мейірімін беретіндей болды дейді да. Сөйтіп бірінші курсында бала көтереді, сосын үйленгендей болады, бірақ ана жігіттен кетіп қалады, сосын босанады, сөйтіп ар жағында қызық не болады. Енді қазір ол кісі бар, өте не успешный адам, өмірін айтып берді, сөйтіп сахнада. Енді жыладық біз. Сол жерде әкесі де шығып сөйледі кейін. Енді анау внимание өте маңызды. Асеке, сіз енді біздің подкаст, кітап ал подкаст, сіз бізге Сен деген кітаптың кітап арқылы танымалсыз, және ол кітабымыз қазір көп жастардың қолында оқылып жатыр. Осы кітап туралы айтсаңыз, қалай жазылды, және ол кітапты оқу үшін қанша кітап оқыдыңыз деген секілді. Не үшін жаздыңыз? Жалпы кітапты қалай оқисыз деген секілді. Өйткені көп адам бізден жаңа оқырмандар әлі күнге кітапты қалай оқу керек деп әлі сұрап жатады да. Қандай кітап оқу керек? Біз соларға да кітап оқу қабілетін қалыптастырғымыз келеді да. Сол туралы айтып берсеңіз. Қызық, мынау сіздердің подкасттарыңызда көремін ғой, миссия қатты ұнайды да маған. Анау Қазақстанды кітап оқитын ел қыламыз деген супер миссия. И қазір айтамыз ғой, дамып кеткен заман, сіз қазір биохакингпен зерттеп жатырмыз ғой, уже қалай мен 3 сағат ұйықтап, 10 сағат ұйықтаған адамнан артығырақ немді қолдана аламын деген сияқты. Сондай нәрселердің заманның өзінде осы мәселелердің бәрін сен кітаптан аласың ше. Кітап бұл тұрғыда менде былай, сіз жазған кезде ойладым, мен қалай кітап оқимын, мен қашан оқимын деп ше. И менде жаңағы шамамен, енді жаңағы саяхатта болсаң, ауырып қалсаң, бұл әрине быт шығады, мысалы кеше быт шықты деген сияқты. Таңғы 5:30 мен 6, шамамен 6-11 сондайдың арасында стабильный кітап менде. Күнде. И одан кейін жұмысқа барғанда кейбір кезде бәлкім сабақта қалып тұрса не тамайын, бірақ барғанда менде міндетті түрде отырып бірнеше кітап оқу несі бар. И мен араластырамын ше. Бірнеше тілде болғаны маған тиімді. Бірнеше тілде, мысалы жарты сағат бөлген болсам, 10 минуттан 3 тілде кітап оқиын деген сияқты. Қай тілдерді білесіз? Оқырманға қызық болады. Өйткені біздің алдына Мади Фазыл келді да, тағы да осындай адам шақырыңдаршы деп, бәрі қызықты да. 7 тіл білетін жігіт қой. 7-8. Білем ғой, Мадиді білем, мен 5 деймін. Кейін біз ана Прагада оқығанда чехша, полякша, украинша түсіне бастадық. Бірақ олар қазір қанша жыл болды? 4 жыл болды ма? Қолданбағалы 5 жыл болды да. Мен қазір айтуға ұялып жүрмін. Сондықтан 5-пен шектеліп жатырмын. Бұрын 8 деп айтатынмын. Айта беріңіз, бәрі ол тілдеріңізді тексере алмаймыз қазір. Бір күні енді барған кезім Прага қызық бір оқиға болған. Енді шынымен қазақтар тез үйренеді ғой тілді ше. Оған қоса орысшаға ұқсайды. Славянесі болған. Бір Қазақстаннан бір аға келді, үлкен кісі. Маған осы жақта бір танысым хабарласты, Азеке осындай бір министрлікте бір аға бар еді. Соны күтіп алып бір күн қасында боласың ба деді. Мен барғаным 2 ай болған. Әлі оқу басталған жоқ. Келген әуежайдан күтіп едім, ана кісі мені мақтады. Біздің қазақтың жігіттері келеді, сұра, сен мына жердің бәрін біліп тұрсың ғой. Енді мен такси шақырып қойғым, алдын алайын, ағам былай жүрейік, мына жақтан шығамыз, мына жақтан жүрмін ғой енді. 2 ай болған.
Содан кейін сендер деген бәрін шешіп тастайсыңдар, міне қазақтың жігіттері енді әбден мақтады енді. Сонымен таксиде келе жатырмыз, Убер ғой, а нүктесін бұ нүктесін көрсетіп тыныш қана апарса, ала чех маған бұрылады да, бір нәрсе дейді да, түсінбеймін ана. Ана кісі маған қарап қалды да енді. Ағаның алдында намысты бермеу керек дейсің. Сосын мен цо деймін, енді не деп жатсыз деген ғой, сосын цо деймін, сосын бір нәрсе мен түсінамай жатырмын, мен кішігірім былай не етемін ғой, сосын бір кез тұрды да тади деді, мен енді не де болса тади дедім короче. Тоқтады да біз тастап кеттік. Бірақ ана баратын жерімізге бір ғана остановка қалған, және ана бір центральный парк бар, өте әдемі. И сол центральный парктың түбінде біздің баратын жер. Айттым, аға, мына жерде біз паркты көрсетейін сізге дедім. Екеуміз сөйтіп жаяу бардық та, кейін үйге бара салып зерттеймін, тади деген не деп ше. Сөйтсем, осы жер ма деген сөзді ол ше. Осы жерде тастаймын ба, тади деген ба. И мынандай кітапқа қатысты маған бүкіл қызық мәселені мен кітаптан оқығам ше. 2016-та өмірімді өзгертем деген жыл ол менің ше. Переворот болды сол кезде өмірімде. И жүгірем деймін ғой. Жүгірем деймін, үйден шығам, 98 килограмм ана кезде. 100-де шығар. Үйден шығам да дүйсенбі күні таңғы 6. Ол не ғой? Жаңағы классика. Дүйсенбі таңғы 6-та шығам да жүгірем. Нақты есімде 1,8 километр жүгірем. Аяғым ауыра бастайды. Быт-шыт болып терлеп кеткем, ырсылдап үйге қайтып келем де ұйықтап қалам. Оянсам, жұмысқа кешігіп жатырмын. Енді тұрайын десем, сол аяғым үсіп кеткен кәдімгі. Ой, мынау не болды? Әшейін жүгіріп адам не істейме деп сөйтіп бір апта ақсаңдап жүрдім. Ана күнім быт-шыт өтті, ұйқым қанбаған, біртүрлі бір жүрегім айнима күні бойы. Сен қатты нагрузка ұстап жүрген ғой. Артық салмақ бар, ана бар. Сөйтсем, 5-ші күні сынықшыға бардым, болмай кетті. 5 күн бірақ ақсаңдап жүрдім мектепте. Сонымен сынықшыға барсам, сөйтсем ана шыбық шығып кетіпті. Иә. Сол әшейін аяғым жерге қойды, тық деп баса салды болды. Бассам ауырмайды уже. 5 күн қиналып жүргенмін ғой дедім да. Сонымен келесі дүйсенбі тағы жүгірем, оң аяғым шыбық шығып кетеді. Барам да, оны да салдырып алсам, біліп алдым уже. Содан өз Алла разы болсын, 1500 теңге тұрады, оны 10 секундық. Содан кейін маған қызық болды, мынау жүгіру деген не? Қалай болды бұл сонда? Жүгіру деген көшеге шығып әшейін жүгіру еді ғой дедім. Сосын от 800 метров до ультрамарафона деген кітап бар. О чем я говорю, когда я говорю о беге деген кітап бар, Харуки Муракамидің. Сосын маған қатты жүгірудің философиясына көмектескен Цибек деген кітап бар. Цибек. Былай жүгіруге философиялық тұрғыдан келген да, ана шаршаған кезде елестет, сені бір бейне бір аяқтан бір жіп тартып келе жатқан сияқты елестет дейді, сондай дейді ше. Жүгіру деген ол андай физикалық энергия жұмсамай жүгіруің керек сен дейді. Анау адам бүйтіп құлап қалмау үшін аяғын өзі лақтырады дейді алдыға. Сол үшін сен алдыға еңкеңсең болды дейді. Аяғың өзі лақтырады сен дейді. Итерме аяғыңмен дейді. Просто андай бесконечно құлап бара жатқан адам болды дейді да. Иә, құламау үшін осыларды оқыдым. Тағы бір кітап оқыдым, атын ұмытып қалдым. Достарымыз, бұл 4 кітап әшейін жүгіру туралы. И бір күн тұрдым да, маған ұйқы быт-шыт. Жұмысқа кешігіп қала беремін. Садикке балаларды кешігіп апарасың. Үйде таңертең андай ғой, бір образда таң бар, оянасың, кітабыңды оқисың, намазыңды оқисың, дұғаңды жасайсың, суыңды ішесің, жарты сағат, сосын бал мен су ішесің, сосын отбасыңды оятасың, олар тұрады, асықпайды, бәрі нормально, гармония. Екінші ояну бар, тұрыңдар, ұйықтап қалдық дейсің. Нәскиім қайда? Ол кезде балалар да тұрып бітпейді, олар енді еркелегісі келеді. Сен бош деп, ол күнәлі болып қалады бейшараны. Оның күнін құртасың. Оның күнін құртасың. Ол маған тұрдым да, ұйқы деген не дедім да? Бір жерден білмеймін, бір жерден естіп қалдым. Ол кезде TED көп тыңдайтын бағдарлама бар ғой, сонымен TED ағылшынша қосып қоямын да, түсінбеймін ол кезде. Тыңдай беремін, бірақ арасында кейбір сөздер түсініп қаласың. Бір күні бір кісі шықты, Мэтт Уолкер деген, ұмытпаймын, Мэтти Уолкер деген, сол ұйқы туралы зерттеген кісі. И айтады да, ұйықтағанда ғана адам май жағады дейді. Қалай ұйықтағанда май жағады дейді, ұйықтап жүр. Соны қызық болып кетеді да, маған қолыма не түседі, Sleep Smarter деген Шон Стивенсонның ұйқы туралы бірінші кітап. Сонымен жаңағы Kindle'ым бар, Kindle'ыма жүктеп аламын, соны оқып жүрем. Бір кезде қызық фактор қосыла бастады. Сосын тұрды ол кезде Мэтти Уолкер бір жерден шығып қалды. Оның жаңағы біз не үшін ұйықтаймыз деген кітабы бар, Why We Sleep, Why Do We Sleep, сосын анау ненің кітабы бар, циркадный код деген бір нәрсе. Сонымен ұйқы туралы бір 4-5 кітап түсті қолыма. И бұл мен ұйқымды реттеді. Енді кейін отношение туралы кітап қызық болды маған. Енді бұл жерде бір сарынды, мынау кітап болды, осыны оқысаң өмірің өзгереді деген әңгіме жоқ, біз іздей береміз.
жаңағы бір кітап сен өміріңді өзгертеді, бірақ соны табу үшін 10 000 кітап оқу керек деген бар еді ғой, иә. И мысалы кейбір кітаптар ұнаған жоқ маған қарым қатынас туралы, бір батыстың несі, иә. Бізге сәйкес келетіні бар, келмейтіні бар, бірақ келетін жерлерін аласың. Жаңағы еліме маған қатты ұнаған жаңағы жерде не love, не дейді, етістік дейді, жақсы көру ол етістік дейді. Сол етістікті жасай бергеннің нәтижесінде саған ғашықтық сезімі келеді дейді. И сол типа үйленіп алдық болды деп нет қылма дейді. Сен жақсы көруің керек. Ол қалай? Уход жаса, гүл сыйла, уақыт бөл, бір нәрсе деген сияқты етістігін жаса дейді, әрекетін жаса. Соның нәтижесінде саған сезім келеді дейді. И ол маған қатты көмектесті. Иә. Сондай нәрселер болды. И маған бір уақыттар мысалы диета қыз болды. Қалай мынау? Не жеуім керек, не жемеуім керек? Иә, сол жақта жаңағы неше түрлі кітап бар, өте көп қой. Иә, сондай бір уақыттар ақша қызық болды. Бұл не дедім? Сосын оқыдым біздің қазақша жаңағы күміс кітап, нелерді оқыдым. Мен сіздің кітапты көрдім. И по запросу оқығанда мен андай емес, мотивация керек еді, қандай кітап күшті екен емес, маған керек болды да. По запросу керек болды ғой. И сол кезде ана кітап әдемі кетеді. Әдемі кетеді. И кітап қазір сенің бүкіл неңе жауап бере алады да. И мен қазір айтамын да, сен бір тақырып туралы жұртты жинап әңгіме айту үшін саған 2-ақ кітап керек деймін да. Не айтқың келіп тұр? Жүгіру ма? 2 кітап оқышы, айтып бересің. Не керек? Жүрек? 2 кітап оқышы жүрек туралы, айтып бересің. Мына жерде Азеке бір ой болуы мүмкін. Қазіргі кезде ақпарат көп деген бір нәрсе бар ғой бізде. Инстаграм, интернеттің бәрі толып тұр, ютубтың бәрі толып тұр, бірақ дәл кітап сияқты көмектесе алмайды да ешқайсысы. Бұл бір өтірік өзіңді алдау сияқты. Мысалы маған жүгіруді де бір үйреніп алуға болатын еді ғой, үйреніп алғысы келген адам. Бірақ дәл кітап сияқты эффективно саған бұл мәселені шешіп беретін құрал жоқ сияқты да. Мен сіздің бір мысалың соны дәлелдеп тұр негізі. Иә, шынымен де солай. И бір шетінен мынандай да, кітап дозированный береді саған ше. И менің бір нем бар, қалай айтсам болады, capacity бар мен. Бүгінге менің басыма сиятын ақпарат бар да. И мен 10 бет оқимын ба, 20 бет оқимын ба, бір нәрсе оқимын ғой. Мен соны сеземін, мен соны әрекетке айналдырамын. Мен жүгіру туралы 3 сағаттық кино көрдім дейік. 3 сағаттық. Мен ше, қайсын алдым, қайсын алмадым, маған тәттілерін ғана алдым, ол жерде маған бір выгодныйларын ше. Ана жерден дозирован. Иә. И сіңеді ана уақытпен әдемі келеді ақпарат ше. Ол жерде мысалдары бар, несі бар. Сонда білімді запасқа жинау туралы соған қатысты не ойлайсыз? Мысалы сіз запрос бойынша оқимын дедіңіз ғой. Бірақ на всякий случай болашақта келіп қалады деп жинай беретін адамдар бар. Ол да бір кішкене тәуелділіктің бір түрі сияқты кейде. Бірақ көмектеспейді екен. Бірақ зиян жоқ, мүлдем зиян жоқ. Пайдасы да жоқ дейді. Ақпарат көп болғаны адам өзіне сенім де береді ол. Сен оп-оңай шығып сөйлесе аласың адамдармен, таныса аласың деп. Иә, бір баяғыда қызығатынмын. Бір кісілер болады, мен кішкентай үлкен кісілер болады. Мына кітапта бүйтіп жазылған деп мен қарап отырдым. Күшті ғой, мынау қалай бүйтіп айтады деп ше, мына кітапта бүйтіп жазылған деп. Ол кезде сені мектепте қинап оқытады, әдебиетті сен қиналып оқисың, ананы сосын өйтіп есіңде де қалмайды ол деген сияқты. Қалай болса да оқу керек сияқты. Ол контроль сезімін беретін сияқты. Мысалы бағанағыдай сен бір нәрсені біліп тұрсың, білім деңгейінде сенде бір контроль бар, ол сен жүрегің тыныштығы үшін керек сияқты. Сонда Азеке бағанағы сен кітабы, енді ол кітапты оқымаған кісілер мүмкін, бағанағы сіздің тәжірибеңіздің сығындысы десек бола ма ол кітапты? Бағанағы білімдеріңіздің не үшін жаздыңыз бұл кітапты? Қандай мотивация? Былай мотивация болды. Бір уақыттар мен андай ұйқының несі болдым, амбассадоры болдым. Бүкіл жүрген жерімде ұйқыны айтамын. Ұйықтап тастай беремін дейсіз ғой. Сізді азамат ұйқы деп контакт сақтап қоятын шығар. Ондайлар да бар, иә. И біреу келеді ғой, маған айтады, мысалы, что-то бизнесімде бір нәрсе болмай жатыр, мен айтамын, ұйқың қалай деймін. Бітті. Сол үшін тауып аласың, оны точно ұйқы сонша емес та оны ше. Сосын немесе біреу келеді, білмеймін, там отбасымда кішкене қарым-қатынасым отыр. Мен ұйқың қалай деймін, отбасында қашан ұйықтайсыңдар деймін. Ол үшін сол ұйқын. Кейін бұл мәселе неткеннен кейін, и анау ұйқы көп нәрсе алып келді маған кейін. Енді таңғы 5-те тұрып алғаннан кейін сен бір нәрсе істемесең ішің пысып кетеді, ұйықтап қаласың. И қайтадан егер жоспарың болмаса, ұйықтап қаласың сен. Басың ауыра бастайды, өйткені план жоқ қой. И содан кейін ұйқы, одан кейін спорт қосылды, одан жоспарлау қосылды. И мынаны мен айта бастадым ғой. Адамдарға жүрген жерімде семинар болады, анау болады, бір компаниялар шақыра бастады, айта бастадым. И бір күні бір кісі айтты: Азеке, кітап қылып шығару керек қой мыналарды деді. Мен ойлап қалдым. Қайдағы кітап? Мен кіммін? Иә,
кітап қайда, кітап дегенді андай кісілер жазатын еді ғой. Даниярдан ұят дедіңіз ба? Иә, бірнеше кітап жазып тастағандар бар, олар қалай не етеді деп, сынға аламыз деген сияқты. Онда сіздің не жұмысыңыз бар деді да, қалай дедім, бір адамға пайдасы тисе болды емес па деді. Мына сөз маған қатты өтті да, бір адамға пайдасы тисе болды ғой дедім да. Содан кейін анау бар ақпараттар жинай бастадым. Ұйқы туралы, анау туралы, мынау туралы, өзімдегі барларды бір күні сызып қоямын, бір күні бір сабақ жасаған соң видеосын түсіріп аламын да оны нетемін жаңағыдай ше. Зумнан өтемін ғой сабақ. Видеосын түсіріп аламын да соны отырып жазғызамын деген сияқты сондай нәрселер. И құрастырылды. Бұл қазіргі не үшін жастарға ұнайды? Өйткені механический мынадан кейін мынау, мынадан кейін мынау, мынадан кейін мынау, мынадан кейін мынау деп айтылған. И жасаса шынымен супер көмектеседі. Практикалық білім ғой енді бұл. Жинақтай салған жоқсыз ғой. Практикада негізделген білім. И қазақи кішкене. Қазақи менталитет ескерілген. Ана жерде психология туралы мен мысалы нәрселерді еріншектік туралы кішкене айттым, біздің мидың әдетке қатысты нелер туралы айттым да. И анау разгрузка бар, мысалы фрирайтинг туралы жаздым бір нәрсе. Бірақ менде мысалы мен бір америкалық неге қатыстым, и ол жерде боқтаңдар деген тапсырма бар да мысалы. Ой, менде бар дедіңіз ба? И ол мысалы сәйкес келмейді да. Одан өтіп қойғам дедіңіз ғой. Там көшеге шығып жаңа қазір жүр ғой енді батыл бір нәрсе деген сияқты бір ыңғайсыз нәрселер жасады. Мысалы айтады бар да жаңағы бір колбаса сататын жерге 10 колбасаны кескізді, дәмін көрді, қашып онша емес екен деді, кетіп қалды дейді. Бірақ әжең бұрылма, ұялма деген сияқты нәрселерде енді жақсы да шығар, білмеймін, пайдасы тиетін шығар. Біздің менталитетке сәл сәйкес келмейді. Сондай нәрселерді фильтр, бірақ жаңағы нәрселерді мен істеп көремін ше. Андай, бір белгілі бір шекараны асып кетпейтіндей дәрежеде істеп көремін. Кейбір магазиндерге бармаймын десеңші қазір. Колбасасын жеп кеткенде. Мысалы бір ресейлік бір неге қатыстым, мысалы жаттықта ол жерде айтты, мысалы саған сәл болса да бір ішіңде негативный эмоциясы бар адам атын айтасың да айқайлап боқтайсың дейді да. Менде бір ондай жоқ екен ше енді. Жоқ деп бастадыңыз тізбек деп. бір қарасам деп ана жерде айқайлатып қойды музыканы. Мына жақта кетіп жатыр да айқайлап жатыр бәрі енді боқтап жатыр нетіп жатыр. Мысалы ондай нәрселер бізге сәйкес келмейді. Оның әдемі жолы бар, сыпайы жолы бар, сен деген сияқты. И осындай нәрселерді жиынтып фильтровать еттім да, и соның ішіне салдым. И жаңағыдай дисциплина, оған мешать ететін саған не болуы мүмкін? Мысалы адамдар айтады, бір жаман әдетім бар, соны құтылғым келеді дейді. Ол жерде бірнеше қадамдар бар, мысалы сол әдетті кіммен жасайтын едің? Кішкене бір ай өзің кішкене алыстай тұр олардан деген сияқты, бір жолың қиылыспайтындай мүмкіндік бар ма деген сияқты. Қалай методический ғой былай айтқанда. Но кейін енді бір жыл, алдыңғы жыл шықты ғой. Дайын болғаны мүлдем алдыңғы жылдың басы негізі. Кейін өзі бір сәті келмеді. Дайын тұр электрондай. Мен шетелге кетіп қалдым, ана болды, кейін шықты да. Дәл қазір менде мынандай ой бар да, енді бір психологиялық жағынан да жаңағы ақпараттарды қоссам кейіннен бәлкім. Мысалы, сен тұруың керек. Бірақ сен неге тұра алмайсың? Ана жерде сен тұр, есіңді жи, оян, қашан жата бересің деп айтуға болады. Немесе, мынандай нәрселер деген сияқты. Ол кітапта инструментті білетін, бірақ ішінде бір қайшылықтар бар адам көбінесе былай өзек болатын шығар. Мысалы, сенде көбінесе инструменттер ғой, техникалар, инструменттер. Ал екінші кітапта инструмент техникасы бар. Бірақ іште әлі бір нәрсе дайын емес, бәлкім бір нәрсе шешілмеген деген сияқты. Немесе айтады, соңында бізде 21 күндік практика бар. 21 күнде бір тапсырманы жасаса, ол да негізі күшті практикалар. Зона комфорттан шығу, қорқыныштан жеңу деген сияқты. Соның бәрін жасағаннан кейін маған айтса, Назике, кітабыңызды оқыдым, 21 күн жасадым, бірақ что-то десе, уже кейін бір не бар. Жаңағындай тұрғыда түсіндіру керек шығар. Енді бүгінгі подкастта біраз нәрсенің түсіндіру болды деп ойлаймын. Кітапты толықтыру болды. Азеке, рахмет сізге. Сіздерге рахмет. Уақыт аз болып қалды, бірақ біраз нәрсенің басын көтердік.